көп қазіргі мынау қазақтың ұлттық киімі деп қазір көбінде киіліп жүрген, дәріптеліп жүргендер шынтып айтқа келгенде қазақтың ұлттық киімі емес. Бауыржан Момышұлы өзі ойып кесте тіккен кісі болған екен. Баяғыдағы хан сұлтандардың шапандарын тек қана ер адамдар тіккен. Әке-шешем шектей бастады бұны. Бұл әйелдің тірлігі, қыздың тірлігі, жасама деп ше. Мен ғана әдейі жаңа намысыма тиетін сөздерді сөйлеп, қойшы сол састып жүнді түтіп отырам ба? Мынау дайын тұр ғой әне фабриканың заты. Әйел адам хайыз нифас болып тұрған кезінде жасаған бұйымдарында берекет болмайды деп санаған. Қандай сенімді ұстанасыз, тәңірші емессіз ба деген? Бұл бір мазақ сұрақ секілді ме? Жалпы қызық сұрақ бұл. Үйленген әйел азаматтың киімі қандай болу керек? Жаңағы әжелердің киімі қандай болу керек? Қазір түсінбейсің, қайсысы қыз, қайсысы келіншек, діннің фанаттары кимешекті хижабқа ұқсастырғысы келеді. Ислам бізге келгенге дейін біз ашық-шашық жүрген шығармыз, ислам келіп бізді кимешек кигізген шығар деп түсіндіргісі келеді. Бас киім көшпенді халықтарда бұл бүгінгі жеке куәліктің рөлін атқарады. Мына маталардың қазақша атауын біле бермейміз. Мына жерде құлақ шұқитыны, тіс шұқитыны және иісмай салатын. Сіз бай екенсіз ғой? Мен тіпті сатпаймын бұны. Шіркін-ай, осы қазақтарда бір жоқ дегенде бір қазақтың иісін шығарып бір зат тұрса, төрінде бір қамшы ілініп тұрса, бір домбыр ілініп тұрса. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Міне бүгін бізде кезекті түсірілім және ерекше түсірілім деп атауға болады. Және бұл ерекше түсірілімнің ерекше қонағы, құрметті қонағы Сұлтан Тілек мырза, этнодизайнер, ЮНЕСКО сапа белгісінің иегері, Қазақстан қолөнершілер одағының мүшесі және 2025 жылғы үздік ұлттық киім дизайнер иегері. Қош келдіңіз, Тілек мырза. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңағы шақыруымды қабыл алып, келісім бергеніңізге өте көп рахмет. Білемін, сізді енді қазір қоғам өте талап етіп отыр, сізді көп бағалайды, көп жерге шақырады, көріп отырмыз, естіп, біліп жүреміз. Сондықтан осы арнайы біздің подкастымызға келіп, сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Енді уақыт деген бұл қазіргі қоғамдағы ең қымбат нәрсе болып тұр ғой. Бір жерге барсаң, қаншама алтын уақытың жоғалтасыз. Сондықтан алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге өте рахмет. Енді қазақта айтады ғой, ұлықты білгің келсе, ұлықтай біл дейді. Сондықтан сіз осы салада ұлттың жоғын жоқтап, жаңағы барын паш етіп, жарнамалап, қазақтың рухын оятуға, қазақтың өлген тірілтуге өзіңіздің бір теңіздей болсын, жаңа теңізге құйған тамшыдай өзіңіздің бір үлесіңізді қосып жүрген жайыңыз бар. Соған біз құрмет көрсетеміз, сыйлаймыз, бағалаймыз өзіңізді. Сондықтан бүгінгі подкастымыз бір қызықты да, сапалы, мәнді сұхбат болады деп ойлаймыз. Енді мен сізге алғашқы сауалым, жалпы енді өзіңізбен танысып өтсек, жалпы өзіңіз осы салаға, этнография саласына қалай келдіңіз? Бұл салаға келуіңізге не түрткі болды? Жалпы бір патриоттық сезіммен келдіңіз бе, әлде бір қызығушылықпен келдіңіз бе? Енді өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Әркім әр салаға әрқандай оқиғалармен, жаңағыдай тағдырдың жаңағы бұрылыстарымен келіп жатады. Енді өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз, сол жөнінде айтып, қысқаша өзіңіз таныстырып жүрсеңіз. Ассалаумағалейкум, көп рахмет. Жаңа жалпы өзімді таныстырып өттің. Енді мен бұл салаға бірден келе қалдым деп айта алмаймын. Жалпы бұны бір кәсіп көзі ретінде де үйреніп келген жоқпын. Бұл анау әрбір адамға өзі Алла тағала бір-бір өнер, бір-бір миссиямен жібереді екен бұл дүниеге ше. Өз кішкентайынан бір бағытқа бейімделеді екен. Біреу сөзге шебер болады, біреу күреске, жаңағы. Сол сияқты менде де бала кезімнен осы өнерге жақын болдым. Енді бұған өзімнің туып өскен ортамның да әсері болу керек. Жалпы бір қазақ ауылда, қазақы жерде туып өстім. Қазақи ортада өстім демекшісіз ғой. Мен енді Қытайдың қазағымын ғой, білесіңдер. Сол Үрімжі ауданында Еренқабырғаның қазағымыз. Біздің туып өскен ауылымызда осы қазақы өнер қатты дамыған еді. Бала кезімізде біз анау жаңағы сырмақтың үстіне туылып, сырмақтың үстінде өрмелеп жүріп өскен баламыз деуге болады да. Кішкентай кезімізде сол жаңағы жата қалсақ қазақтың сырмағы, соның үстіндегі оюларын сипалап,
былай қарай қабырғаға қарасақ ілініп тұрған түскиіздің оюына қарап, гүліне қарап, сөйтіп өстік. Былайша айтқанда балалығыңызды еске алсаңыз этнография есіңізге түсе береді дейсіз ғой. Иә, менің бала кезім таза этнография. Бүгін енді айтса сенбейді, мен өзім қатар кейде кісілер күледі, қойшы Тілек сен деген 90 жылғы кешегі ғана бала емессің ба деп. Енді мына Қазақстанда жалпы солай. Бірақ мен айтамын ғой, мен пионер болған баламын керек болса да. Пионер болған анау түйенің үстіне мініп алып көшкем десем, көшкен елмен жүрдім десем, қазір адамдар сене ме? Мысалы, Қытай жақта сондай өмір болды біздің бала кезімізде. Қазақтардың мал шаруашылығымен шұғылданады, жайлау, қыстау, көшіп қонып, сонда кейбір машина жетпейтін, көлік жетпейтін жерлерге түйемен көшетін еді. Сол көшкен түйенің үстінде мініп отырған кезіміз болған. Содан бала кезімде мен қатты қызықтым осы өнерге, неге, жаңа ою өрнектерді сызып, мынау сабақта класстан кітабымның бос жерінің бәріне ою сызып тастайтынмын. Жаңағы көз алдыма елестейді. Қазақтың әдемі киім кешекпен жүрген қыз келіншек, жаңағы жігіттер, соның барлығын салатынмын суретпен. Апайларым ұрсатын, ана кітапты шимайлама деп. Сөйтіп үйге алып келіп шешемізге айтып ұрыстырып, енді ол кездегі қоғам орта даже біздің мынау әке шешеміз түсінген жоқ соның өнер екенін ше. Мен 7 жасымда анау көрші тәтеме көмектесіп сырмақтың оюын салып бердім. Оюшы бала тандым. Енді бала кезде бұны біраз не қылды. Қызық көріп, бәрі ой қызық екен, керемет екен, оюшы екен, тігеді екен, сызады екен деп сөйткенменен шамалы мен ержетіп, жаңағы бозбала жігіт бола бастаған кезде әке шешем шектей бастады бұны. Бұл әйелдің тірлігі, қыздың тірлігі, жасама деп ше. Маған әдейі жаңа намысыма тиетін сөздерді сөйлеп, мен шеттетіп, сол себептен де мен бұның арнайы оқуына түсе алмай қалдым сол кездерде. Өздерің білесіңдер, мен оқыған оқу, мүлде басқа мамандыққа түстім, мүлде басқа салада жүрдім. Бірақ дегенмен мына адам өзінің ұнатқан кәсібімен, тірлігімен айналыспаса, оның жан дүниесі ауырады екен, тыныш болмайды екен. Үнемі бір жоқ іздеп жүресің. Үнемі өзіңді таппай жүресің өмірде ше. Адам қашан өзінің жаңағы миссиясын тапқан кезде барып анау әшейін өзенге суды жібергенде ағады ғой, сондай ағасың. Ал енді оған дейін өте қиын. Жаңа қарды домалатқандай әңгіме да. Егер өмірде өз миссияңды таппайтын болсаңшы. Содан кейіннен қазір енді осы екінші мамандыққа өнертану бойынша магистратураға оқып жатырмын. Қысқаша айтқанда біреудің айтқанымен емес, өзіңнің қалауымен жүр демекшісіз ғой. Солай болу керек екен. Бірақ енді оны бала кезде, жас күнде білмейсің ғой. Көп нәрсеге мүмкіндігің болмайды. Оны сол ата-анаң түсініп, қолдау білдірмесе. Сол үшін енді осы орайды пайдаланып мен мынау көріп отырған оқырмандар, ата-аналарға айтамын, егер балаларыңыз қайсы бір мамандықты, өнерді, жақсы өнерді әрине, соған бейімі бар болса, кішкентайынан соған баулыңыздар, көмектесіңіздер. Қазақта айтады ғой, бетің қақпа, белің бу дейді. Шынымен де көп ата-аналардың қателігі, бір мамандықты қалап, өзі бір икемделіп тұрса, оны басқа өзінің қалауындай істегісі келетін ата-аналар көп қой. Демек сіз сондай бір жағдайдың құрбаны болып тұрсыз ғой. Иә, сол кезде болып кете жаздадым деуге болады. Сонша былайша айтқан кезде уақытыңыздың көбісін осы салаға келмей басқа жаққа арнап уақытыңызды жоғалтпайды. Жас кезде мысалға 4 жыл универ, жас кез сол қылшылдап тұрған кез, оқитын кезде мен басқа мамандық оқып жүрдім мысалы. Жүрек қалауыңызда емес. Сол кезде мен егер осы мамандықты оқып алған болсам, қандай болар еді? Енді Құдайға шүкір. Бірақ енді әрбір қиындықтан кейін бір жеңілдік бар дейді. Бәрібір бұл анау Құдайдан төте беріліп тұрған нәрсе ғой бұл. Ана қайнап шығады екен бәрі. Бөгетсіз болмайды еш нәрсе. Кейде мына өнер оқуларын оқыған жаңағы студенттердің көбісі келіп жаңа мына дипломдық жұмыстарын маған жасатқызып сөйтіп жатады. Сонда 4 жыл оқып, сонда қайран уақыт деп тұрамын да іштей. Олар да ата-аналардың қалауымен оқып жатқанда болып тұр ғой сонда. Сонда ана іштей ойлап тұрамын да, енді Құдайға шүкір, әйтеуір соның арнайы сол заманында оқуына түсе алмасақ та, солардың дипломын жасап жүрген жайымыз бар. Енді Тәке, сіз енді жалпы осы саланы айтып отырсыз ғой, оқымадым арнайы, бірақ бір қызығушылықпен қазіргі таңда жалпы айтқанда қазір қоғам тіліне айтқан хоббимен келіп отырсыз. Енді хоббимен келген, жалпы қызығушылықпен адамның жүрек қалауымен келген нәрсе ол өте пайдалы және өзінің пайдасын береді деп есептеймін. Енді осы орайда бір сұрақ болып тұр. Этнография деген сала осы
Сіз осы саланы оқыдыңыз ба? Жалпы бұл қандай сала? Көбісі енді қазір қоғамда этнография десе, менің жалпы түсінігімде енді қазіргі жастардың да түсінігінде бір ескілік, бір мамандық секілді, бір бұлыңғыр бір мамандық секілді көрінеді да. Соны бір кішкене кіріспе ретінде сол этнографияның тарихын енді арнайы ғылыми түрде оқымаған болсаңыз да, бірақ практика жүзінде қаншама жаңа көрмелерде жүрсіз, шетелдерде жүрсіз, көріп отырамыз. Сондықтан бір тәжірибеңіз бар ғой. Осы этнография саласында жүрген мамандар білесіз. Бәлкім бір жақсы жаңа конференцияларда, семинарларда болғансыз. Сол жерде бір ғалымдардың айтқан сөздерінен жалпы этнография деген қандай сала өзі? Бір қысқаша кіріспе. Енді этнография бұл бір халықтың бүкіл мынау өмір салты, дәстүрі, киген киімі, болмысы ғой. Жалпы сол болмысын әдемілеп, көркемдеп мезгілінде қалай бар, солай қағазға түсіріп, жазып, немесе суретке түсіріп, тартып алған болса, бұл барлық этнография ғылымына жатады. Енді бізде көбінде мынау жаңағы Дудиннің бірінші біздің қазақ жеріне келіп кеткен анау орыстың саяхатшылары бар ғой, енді саяхатшылар деп тырнақшаның ішіндегі саяхатшылар бар ғой. Солардың жазған естеліктері, соларға да көп сүйенеді. Олар былай айтып кеткен деп. Енді ол кісілер жалпылама мынау сыртқы көзбен айтып кеткен. Ары қарай ішкерілеп, ішіне терең үңілген емес. Яғни былайша айтқанда бет бейнесін көрді, бірақ рухын сезе алмады ғой бәрібір. Рухын сезе алған. Қазақтың рухын сезіну үшін ол жан дүниен қазақ болу керек қой. Енді оның рухын сездіріп бізге түсіндірген жалпы мынау, мен Әлкей Марғұланды айтар едім, біздің қазақтың этнографтарынан. Сосын Шоқан Уәлихан мысалға. Шоқан Уәлиханды көп қоғам ондай деп қабылдамайды ғой мысалы. Енді ол кісі бірақ жалпылама бір түбін түсірмесе де, бірақ ең алғаш қағаз бетіне түсіріп, осы Орта Азиядағы халықтар, қазақтар, қырғыздар, ұйғырлардың өмір салты қалай болды? Бір үлесін қосып кеткен. Үлесін қосып кеткен. Содан кейін Өзбек Әлжанбеков, сол кісілердің еңбектері ерен. Әсіресе мынау Әлкей Марғұланның еңбегі сол кездерде мынау кеңестік одақтың жаңа қылышынан қан тамып тұрған заманында соншама суретке түсіріп, ана 3 томдық кітап шығарып кеткен ғой, қазақтың қолданбалы өнері. Сол кітаптың өзі қаншама бізге қазір құнды. Өйткені сол бұйымдардың біразын бүгінде таппаймыз. Сол мезгілінде суретке түсіріп, жасап, осы қазақтың бұйымдары деп мындай тасқа таңбалап кеткендей таңбалап кетті ғой кісілер. Енді анау жалпы мынау біздің көшпенді халықтар, оның ішінде қазақтар, біздің бұйымдардың сақталуы қиын. Өйткені жүннен жасалады көп заттар. Жүннен жасалған табиғи таза материалдан жасалған заттар оның өзінің жауы болады, күйе түседі, не қылады, жылдарменен тозады дағы, содан кейін бізге жетпей қалады. Содан бұны жасайтын көп көнегөз адамдар, бұрынғы шеберлер, көп техникаларды өзіменен алып кетті. Уақытында ол бағаланбады, зерттелмеді, зерделенбеді, арнайы сол туралы бір ғылыми әдістемелік кітаптар, нелер жазылған жоқ, бейнебаяндар жазылған жоқ. Соныменен бізге міне көп нәрсе жетпей қалған. Бұл енді өте өкінерлік нәрсе да. Біз қазір енді мына қолда барды ұстап қалуға тырысып жатырмыз. Қазіргі менің істеп жатқан тірлігімде сол. Қазір мынакей сіздің де бізді түсіріп жатқанымыздың өзі де бұл болашаққа деген үлкен бір ақпарат. Енді біз бір 100 жылдан кейін кім бар кім жоқ білмейміз, бірақ 100 жылдан кейін осы подкастты біреулер қарайды. Тәке жаңа сосын осы подкаст басталмай тұрып сөз арасында шәкәрімнен мысал келтіріңіз, Бауыржан Момышұлы атамыздың жаңағы мысалдарын келтіріңіз. Сол жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз. Ол туралы мысалы жастар көп, менің өзімде білмеген екенмін, сізден біліп отырмын. Осындай қандай мысалдар бар? Бір атақты біз білетін тұлғалардың осындай этнографияға қосқан үлесі болмаса, енді бір ғылыми тұрда арнайы жазбаған болса да, бірақ өмірінде қолданған сәттерінен бір мысалдар болатын болса. Мынау енді жаңағы көп сұрақ қоятындар маған. Бірінші қоятын сұрағы ол енді автоматты түрде айтады да, бұл қазақтарда бұныменен әйелдер айналысты ғой, сіз бұған қалай келіп қалдыңыз деген сұрақ көп қойылады да. Бұл бір мазақ сұрақ секілді ме? Енді бір шеті табиғи да сұрақ, бір шеті мысқылда сұрақ. Себебі ол өнер деген нәрседе
эркек ургаш болуп бөлүнбөйт. Бөлүнбөйт. Жынысқа Иә. бөлүнбөйт дейм. Жынысқа бөлінбейді. Мысалы, ер адамдарға тиесілі болған көптеген істерді бүгін әйелдер толықтай атқарып жүр. Ол үшін ер адамдар байбалам салып жатқан жоқ, мысалы. Иә, тура сол сияқты қазір мынау қоғамда ең мықты дизайнерлер, киім дизайнерлер ер адамдар. Мына әлемдік аренаға шыққан, танымал. Сосын мынау аспаздар да ер адамдар. Жалпы өзі ер адам Ер адам бір өзі жалпы нәрсемен тамақты да жақсы жасайды ғой. айналысса, оның түбіне жетеді. Хас шебері болып кетеді. Соның түбіне жетеді. Сосын біз мынау қазақтарда да кейіннен осы қазақтың этнографиясына қызығып, зерттеп, музейлердің енді қаншасына бардым. Осы Қазақстанда қай аймаққа барсам, мен бірінші музейіне кіремін. Содан мынау соңғы енді этнографияға байланыстының барлығын жинаймын ғой, бұл ғылым ғой. Сол жинақтаймын, зерттеймін, сөйтіп жүргенде мынау Шәкәрім атамыз, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сол кісі өзі қолынан тымақ тігіп кимешек тіккен кісі екен. Міне мен өзім де таң қалдым. Анау көшпенділер ойындары болған кезде Астанадан, сосын Семейдің жаңа өлкетану музейі өздерінің экспонаттарын алып келді. Сол жерде жазылып тұр Шәкәрім Құдайбердіұлының тіккен тымағы, кимешегі. Сосын таң қалдым да, ана жерден ғылыми қызметкерін жолықтым, арнайы шақырып алып. Ай, сіздер мына жерге жазыпсыздар, мүмкін ол кісінің тіккен тымағы емес, киген тымағы шығар. Қателесіп жазған шығарсыз. Десем, жоқ дейді. Сіз білмейсіз ба? Шәкәрім атамыз өзі қолынан тымақ тігіп, сол тобықты руының мына кимешек үлгісін қалыптастырған кісі дейді. Сол жерде тіккен кимешегі де тұр. Жалпы өнермен де айналысқан екен. Жай ғана ол өлең жазған, шығармашыл болған, философиямен айналысқан дейміз ғой. Онымен бірге өнермен де айналысқан екен. Содан кейін енді Өзбекәлі Жәнібеков туралы енді көбісі біледі. Ол кісі мына қазақтың киімдерінің біразын өзі қолменен тігіп, апарып соны мына фабрикаға тіккізіп, сол кеңестік одақ кезінде. Енді кеңестік одақ кезінде бұл саламен көбінде орыс ұлтының өкілдері айналысты ғой. Дизайн бойынша, не бойынша. Сосын оларға айтып түсіндіре алмады ғой бұл кісі. Жаңағы қасаба былай болған, артын былай тігіңіз, оюды былай салыңыз. Өйткені сол халықтың өзінің өкілі болып, жаңағы жан дүниесін бермесе бұл ой өрнекке, басқа халықтың берген ол бәрібір өзінің жан дүниесіндегі бар болмысты береді. Мінекей. Соныменен Өзбекәлі ағамыз оны түсіндіру үшін өзі кірісіп кеткен ақыр аяғында. Өзі тігіп, мына мен қазір мына басында тұрған тақия, негізі бұл төбе Монғолия қазақтарының үлгісі. Бірақ сол үлгіні сол заманда Монғолияға арнайы адамдарды жіберген екен. Өзбекәлі Жәнібеков экспедиция дейміз ғой, жіберіп, сол жердегі қазақтардан бұйымдарды алдырып, оның біздің музейлерге қойдырып, сонда келген осы бір көне тақияның үлгісіменен мына тақияны тігіп шыққан ғой. Сонда өз қолымен әдемілеп кестелеп тіккен. Сосын Бауыржан Момышұлы атамыз мысалы. Ол кісі туралы енді біз батыр деп бір әскери салада ғана көбірек көреміз ғой. Қырын мысалы көпшілік жастарда қоғамда Абай арнасында мен өзім Инстаграм парақшама да салып қойдым. Көрсеңіздер болады. Кәдімгі сол кісі туралы сюжет түсіргенде Бауыржан Момышұлы өзі ойып кесте тіккен кісі болған екен. Болғанда да осы мен тігетін біз кестені тіккен екен ол кісі. Арнайы өлеңдер бар екен. Зеріккенде қолыма жаңағы қолыммен оям деп. Өзінің анау немересіне мына темекінің жылтыр қағазы болады ғой. Содан сан алуан оюларды ойып немересіне беріп отырған екен. Сол қазір бәрі сақтаулы тұр. Анау тіккен кестелері, ол кісі тіпті фантазиясы деген керемет. Анау қазір этнографтар айтып жатыр, бұл кісі бүкіл әлемдік болмыстарды оюменен бейнелеген екен ғой деп. Не қараңыз, сонда бұл деген ол өнер, егер жан дүниеңде бар ма, ол сенің еркек болғаныңа, әйел болғаныңа қарамайды, ол жарып қайнап шығады. Жаңағы кейбір азаматтардың мысқалдап қоятын сұрағына осы Бауыржан атамыздың мысалы өте керемет келетін сияқты. Өйткені қанша жерден батыр болса да осындай іспен айналысқан десең, біраз азаматтардың аузына құм құйылатын секілді ғой. Содан кейін мынау баяғыдағы хан сұлтандардың шапандарын тек қана ер адамдар тіккен. Мен оны дағы мынау Бұхараға барғанымызда, Бұхарада, мына Орта Азиядағы зерлі, оқалы шапандарды тігетін жер Бұхара болған. Бұхарада мықты ұсталар болған. Сосын сол жаңағы зергерлік музейіне кірсек,
ана ұсталары түгел шалдар, мынандай табақтай очкилар таққан, пәлен ұста, ана ұста деген. Ай, бұл әйел адам тікпеді ма? Бұл қалай болды десем, әйел адамдарды тіккен, бірақ мыналар ең танымал ұсталар дейді. Жаңағы хан сұлтандардың киімдерін тіккен дейді. А неге хан сұлтандардың киімдерін сол ер адамдар тіккен? Деп сөйтсем, оның ар жағында да өзінің сакралдық несі бар екен, жаңағы сыры бар екен. Бұрын мынау хан сұлтандардың тамағын дайындайтын аспаздары, және ол кісілер киетін киімді дайындайтын шеберлері ер адамдар болған екен. Себебі мынау сол кездегі діни түсінік бойынша әйел адам хайыз нифас болып тұрған кезінде жасаған бұйымдарында берекет болмайды деп санаған екен. Адамға бір сәтсіздік алып келеді, жаңағы шапқыншылыққа, жорыққа шықса жеңіліп қайтады деген сияқты түсінік бар екен. Сол үшін ана хан сұлтанның киетін киімі, жейтін тамағына әйел адамдарды араластырмаған. Қазіргі тілмен айтқанда сол кездегі бренд дейміз ғой, қазіргі заманда сол киімдердің бәрін ерлер тіккен, ер адамдар дайындаған. Оны мынау шетелдегі үлкен көрмелерге барып жүрміз ғой. Сол кезде мынау біз ғана екен, оны қазақтар ғана екен, жаңағы ер адам істемейді деп түсініп жүрген ба? Иә, түсініп жүрген. Мынау өзбектеріңде жаңағы зерді тігетін, ана арабтарыңда да мен деген жаңағы тіпті мынау қағбаға жабатын анау қисаба деймін, соны бүкіл еркектер тігіп отыр, мына зергестесін. Біз қазір былай айтқанда біз анау істейді, мынау істеуге болады деп жүргенде елдер дамып уже олар баяғыдан тіпті ол туралы ойланбайды екен. Бұл ердің жұмысы, әйелдің жұмысы деген. Мынау араб өлкелері, индустар, мысалы пакистандықтарда түгелде ер адамдар жасайды екен. Енді ана Абай атамыз да қара сөздерінде айтады ғой, өнер бар жұрттар тастан сарай салғызды демекші, яғни шынымен де қарап тұрсаң өнерді ер әйел деп бөлмей, бәріміз қолымыздан келген дүниені жасай берсек, баяғыда шынымен де көп жетістіктер жетер ме. Енді рахмет Тәке, бір жақсы кіріспе ретінде болды. Енді мынандай сауал болып тұр. Қазір қоғамда енді этнография, осындай ұлттық бұйым, ұлттық киім, осындай сіз секілді образда киініп жүрсе, көп адам сыртыңыздан қарап, мысалы мен қазір сізді бір қоғамдағы жас бала, жігіт, қыз болатын болсам, сізді бұлай қарап, мынау тәңірші ма деп ойлап қалатындай бір сұрақтар туындайды. Енді көбісі кейде қоғамда осы этнографияны тәңіршілдікпен байланыстырып жатады. Енді шынымен де бір тарихымызды алып қарасаңыз, ол тәңіршілдік діні ол болды тарихымызда, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ енді одан кейін халқымыз ислам дінін бейбіт түрде қабылдағаннан кейін осының ара жігін ажыратып дұрыс түсіндіріп беретін қазір былай айтқан кезде азаматтар жоқтың қасы. Енді сіз осы оймен, осы ойды қалай түсіндіріп берер едіңіз? Сіз өзіңіз қалай қабылдайсыз? Бұл этнография саласын жаңа тәңіршілдікпен бір байланысы бар ма? Байланысы болса да қаншалықты бір ерекшеліктері бар, немесе айтар тарихи жағдайлары бар деген сықылды. Енді бұл нәрсе мынандай ғой. Жалпы бұл дінде халықтың руханиятының үлкен бір бөлігі ғой. Көп нәрседе мына киім-кешекке де діннің әсері болады. Бір-біріне бұлар әсер болып тұратын нәрселерді. Енді бүгінгі күні ол не себептен солай ойлайды екен, енді оның жағын білмедім. Қазір өзі мына қоғамда адамдар тап-тапқа бөлініп ап, біреуді сен тәңіршісің, сен анаусың, мынаусың деген неше түрлі жаңағы сөздер шығып жатыр ғой. Бұл бір мынандай оқиғадан шығып жатқан жоқ деп есептемейсіз ба? Мысалы, көп қазір өзін тәңіршімін деп жүрген азаматтар осындай қазақилықты, ұлттық салт дәстүрді, әсіресе киімдерді өздеріне көп тұтынады. Киіп жүреді. Иә, былай айтқан кезде біз қазақтықты, бұрынғы өзіміздің дінімізді ұстануымыз керек, ұлттығымызды жоғалтпауымыз керек деп, солардың бір тигізіп жатқан зияндарынан емес пе екен деп. Иә, ондайлар да бар. Ондайлар да бар. Жалпы мынау тіпті бір таза қазақы болып, бір қазақы болғанда да керемет қазақтың қазағы боламыз деп өздерін. Иә, сосын жаңағы мына тіпті дінімізге дейін тиісіп, біз анау
Арабтардан келгенден ұстанбаймыз, біз өзінде кезінде ата бабаларымыз тәңірші болған екен, біз сол тәңірші болып жүреміз деп сөйтіп жүретін адамдар да бар, оларды да кездестіріп жүрміз. Бірақ енді ол бір қоғамның бір басым бөлігі деп айтуға келмейді енді. Сізді жалпы қоғамда көрген азаматтар көбінесе бір қызығып сұрамай ма? Сіз қандай сенімді ұстанасыз, тәңірші емессіз ба деген? Сұрайды. Енді оларға айтамыз біз жаңа өзіміздің діни сенімімізді, немізді, басқамызды. Бірақ енді мен жаңаға білмеймін, жалпы қызық сұрақ болды. Тәңіршімін деп ешкімге айтып көрмеппін. Ол енді бір заманында сондай сенім болған үшін ғой. Жоқ, енді мен енді өзім жалпы оқуым бойынша, енді естіп көрген білгенім бойынша, енді киімдеріміздің сонау тарихтың анау бір қатпарларынан келе жатқан белгілі. Ол қазақтың бір бөлінбес бөлшегі ғой. Киім деген бұл дінге ешқандай қатысы жоқ былайша айтқан кезде. Бірақ енді ислам діні келгеннен кейін дініміз бұл киімді керісінше жаңағы мансұқтағанның орнына, яғни жоққа шығарғанның орнына керісінше құптады емес па? Мынандай киімдеріміз, ұлттық киімдеріміздің бәрі қазіргі ислам дінінің шариғаттың талаптарына сай болды емес пе? Оны ешқандай. Бірақ енді мына тәңіршіл азаматтардың өкінішті жағдайы енді осы киімімізді желеу етіп былайша айтқан кезде азаматтардың санасына қате ақпарат жеткізіп жатқаны енді былайша айтқанда қынжылтатын мәселе ғой. Иә, енді мынандай ғой. Жалпы менің зерттейтін этнографиям, менің жасайтын киім-кешектерім мынау қазақ хандығы құрылып, қазақтар ұлт ретінде өзі қазақ ұлты болып қалыптасып, Керей мен Жәнібектен бергі, содан бергі деген, енді одан ары да болуы мүмкін. Енді қазақтардың қазақ өзі ұлт болып қалыптасқаннан бері ислам дініне келе жатқан халық. Ол біз тәңірлік дүниетанымға сенгеніміз енді баяғы замандарда сенген шығармыз, енді сақтардың, ғұндардың заманында сондай сенген шығармыз, бірақ мынау қазақ хандығы орнағаннан бергі хандарымыздың бәрі мұсылман ғой. Қарахан тұсында ресми ислам дін мемлекет дін болды, тарихтан жоққа шығарамыз. Абылай ханнан бері бүкіл мынау танымал хандарымыздың бәрі мұсылман болған, барлығы жаңағы шариғаттың негізіменен жүрген кісілер ғой. Ол кезде де сол ұлттық киімдерді сол кісілерде тұтынған, бірақ ислам дінін тұтынған ғой. Енді қазір мен бұл сұрақ қоюым, көп жастар осыны ажырата білу керек деп ойлаймын. Әрине ажырата білу керек. Киімді кисе болды, бұл тәңірші деген түсінік болмау керек. Тәңіршінің киімін кием десе, анау бұғының терісін жамылып солай жүре берсін. Бұлай енді соңғы кездердегі біздің қазақтың ұлт ретінде, ұлыс ретінде қалыптасқаннан кейінгі киіміміздің барлығы өз қайдым қазақтың киімі. Мен оны ешқандай дінге мансұқтағым келмейді. Оны не бір бұлар бізге араптан келді, немесе бұл біздің тәңірліктің деп бір дінге, бұл өзінше, бұл бір өнер, өзінше бір ғылым, өзінше бір өркениет. Ол мейлі қай дінге сенсең де киімсіз жүрмейсің ғой. Қай дінге сен, қай дінді ұстансаң да әйтеуір үстіңде бір киімің болады, дұрыс па? Солай, енді оны шатастырмасын, бұл қазақы киім, ол тәңіршілердің киімі деген ондай бетаулақ, түсінік болмау керек. Бұл жалпы қазақ халқының, қазақ ұлтының ұлттық киімі. Ол қай дінді ұстанса да, киім оның ұлттық киімі. Киім дінге бөлінбейді ғой? Дінге бөлінбейді, әрине. Ең бастысы жаңағы жабық болса, әдемі болса, көрікті болса болды ғой. Енді Тәке, рахмет жауабыңызға. Енді мынандай сұрақ, енді негізгі бөлімімізге өтейік, сіздің негізгі тақырыбыңызға. Қазір бір сұхбаттарыңызда мен мына бір сөзді байқадым. Бұрын біздің қазақтар облысқа бөлінбеген, жаңағы рулық, тайпалық өңірлерге бөлінген, Найман руы жаңағы шығыста тұратын болса деген сықылды ақпараттарды айтқан екенсіз, және олардың өзінің киімдерінің ерекшеліктері болған. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, маған қызық. Ол жалпы мынау этнография ғылымында бұл өңірлік жаңағы анау орысша колорит дейді, қазақша нұсқа. Әр өңірдің өзінің киіну нұсқасы болады. Ол енді табиғи құбылыс. Климатқа байланысты ма? Міндетті түрде климатқа байланысты. Бір өңірлер суық болады, бір өңірлер қоңыржай болады, ал бір өңірлер ыстық болады. Суық жерде ыстықтың киімін, ыстық жерде суықтың киімін кие алмайсың ғой, өзі климатыңа қарай киім кешегің болады да. Солай бұл нұсқаны қалыптастырады әр өңірдің. Енді мынау отырақты халықтарда, өзбектер, ұйғырлар, біздің енді көрші түрік халықтарын айтайын мысалы. Соларда мынау Әндижан доппа, Марғылаң доппа дейді, бас киімі доппа деген бас киім ғой. Соны жеріне қарай бөліп айтады. Сосын мынау орыстарда мысалға
Архангельский губерния дейді, Иә. Московский Московский губерния губерния дейді. Анау Орынбор иә, губерниясы. сол әрбір өңірдің өзінің губерниясына қарай кокошниктар, жаңағы әйелдердің киетін бас киімдер солай болады да. Енді біздің қазақтар мына жалпы біздің этнография ғылымы өзі мынау кеңестік одақ кезінде жалпылама қалыптаса бастады ғой. Сол кездерде жазылып, хатқа түсіп, содан бері көбінде біздің этнографтар облыстарға бөліп қарастырады да. Облыстарға, мысалы Қарағанды облысынікі, мынау Қостанай облысынікі деп ше. Бірақ шынайы бүйтіп қарап келсең, бұл облыс деген түсінікте бізге орыстар арқылы кірген. Орыстар біздің жерімізге келгеннен кейін облысқа бөлді ғой, анау бұрынғы қазақтың жаңағы басқару жүйесіне байланысты. Бұрын қазақтарда мысалы жаңағы уру болып болыстықтарды ана тарихи киноларда айтып жатады ғой, мынау албандардың жері, мынау наймандардың жері деп. Барғанда да ана албан еліне барғанда деп сөйлейтін. Бұл тарихи деректер. Болыс деген түсініктің өзі бізге мысалға ана Шар Россияның заманында келді. Оған дейін қазақтар жаңағы Абылай ханның заманынан өзі қазақтар 100-100-ден кейін руға бөлініп, әр рудың өз ру басы болды. Әр жаңағы басшы өз руына жауап берді деген, әр өңірдің өзінің төресі болды, билеушісі болды деген сияқты. Тура солай мына киім-кешектерде солай қалыптасты бізде. Мысалға мынау біздің Жетісу облысында ұлы жүздер, албандардың өзінің кимешек үлгісі, жалайырлардың өзінің кимешек киіну үлгісі болды. Содан кейін Арқа өңіріндегі арғындардың, наймандардың, шығыстағы наймангерейлердің, батыста кіші жүз руларының, әр өңірдің өзінің киіну стилі үлгісі болды, бас киімі болды. Әсіресе мына бас киім көшпенді халықтарда бұл бүгінгі жеке куәліктің рөлін атқарған. Ана Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқығансыңдар ғой, сол жерде ана көп суреттеледі. Келе жатқан адамды шығып қараңдаршы деп, ана атты адамдар келе жатса, қараңдар кімдер келе жатыр. Сонда ана тымағына қарайды да, әй бұл келе жатқан керейлер ау, бұлар ана пәленнің дауын қозғап келе жатыр деп. Іштен ана адам келмей тұрып сезіп біліп отырады ғой Құнанбай. Мысалға, бұлар ана дауды қозғауға келе жатыр ғой. Ана бөрігіне қарап Құнанбай ол кездегі әкім ғой, былайша айтқан кезде. Енді сол заманның аға сұлтан ғой. Аға сұлтан. Содан кейін анау әйелдерді де үлкен той астар берген кезде әйелдерден Тәке осы жерде әйелдер туралы, әйелдердің киім ерекшеліктеріне көп бір мән беріп айтсаңыз, өйткені мен осы саланы біраз оқып, енді бір ғылыми түрде зерттемесем де қызығушылығымен ізденгенде әйелдердің киім ерекшеліктерінің жасына, жаңағындай жынысы белгі әйел азамат, жасына, жаңағындай отбасылық деңгейіне байланысты бөлінуін өзі мені өте таң қалдырды. Мысалы, үйленген әйел азаматтың киімі қандай болу керек, жаңағы әжелердің киімі қандай болу керек. Былайша айтқан кезде сен сұраусыз бір әйел азаматын көрген кезде соның жасының қаншада екенін, ол тұрмыста ма әлде тұрмыста емес пе, бұл не деген даналық. Былайша айтқанда үнсіз тілдесу ғой адамдармен деген бір ой туды да. Жалпы қазақтарда әйел адамды мынау ер адамдай қадағалап сұрамайды. Қай рудансың, кімнің қызысың, жасың нешеде, ондай сұрақтар қойылмайды. Әйел адамның өзі киіп тұрған киімі соның қай рудың келін екенін, немесе қай рудың қыз екенін, кімнің үйленген, кімнің жағы қазір ажырата алмайсың. Содан кейін де көп түсініспеушіліктер болып жатады. Ол заманда киген киімі, қара, мен соңғы кездерде мына жаулық салған жаңағы келіншектерді мына кеңестік одақ кезінде біздің бала күнімізде жаулық тартқан келіншектер тұрмыстағы келіншек дейтін дағы жалаңбас жүрсе қыз дейтін. Сондай түсінік бар еді ғой, мысалы өздерің білесіңдер. Енді бүгінгі күнде қыз да жаулық тартып алды, қазір түсінбейсің қайсысы қыз, қайсысы келіншек. Ал ол көне қазақ қоғамында ойлап көріңіз, о заманда бүгінгідей жеке куәлік деген жоқ. Бір адамның өзінің құжаттары өзін айқындайтын. Келе жатқан адамды қалай білесіз? Сол заманда дана бабаларымыз, аналарымыз жаңа киім-кешек үлгісіне қарап-ақ оның қай рудың қызы екенін, қай рудың келін екенін, тіпті анау киіміндегі әшекейлеріне қарап, кестесіне қарап, оның социалдық деңгейі, ол байдың бәйбішесі ма, жоқ кедей жарлы жақпай ма? Соның барлығын анықтап біліп отырады. Не деген былайша даналық, қарап тұрсаңыз бұл. Енді ол
бір шеті даналық, бір шеті табиғи қалыптасатын үрдіс. Бұл бүгінгі қоғамда да біз өзімізге білінбегенменен әйелдер арасында жақсы біледі бір-бірін. Кім қандай бриллиант сақина салып отыр ма, жоқ шуба киді ма, кимеді ма, и соған қарай мына жігіттер арасында да болу керек ол. Жаңа таққан сағатына қарап, вот социалдық деңгей ол қай дәуірде де болған нәрсе. Бұл адамзат жаратылғаннан бері келе жатқан нәрсе. Тура солай жаңа қазақ әйелдерінің мынау әсіресе кимешектері, бұл міндетті түрде ер адамдардың тымақтары рулық ерекшелікке бөлінеді. Соны енді көп этнографтарымыз нақты зерттеп, соңына түспегеннен кейін бұны айқын қадап айта алмайды. Содан кейін жаңағы облыс бойынша жалпылама сипап өтеді да үстінен. Пәлен облыстың киім үлгісі дей салады. Бірақ кейбір руларды қарасаңыз, саны жағынан көп, 3-4 облысқа бөлінген рулар бар мысалы. 3-4 облыста кездеседі. Арғындар мысалы, Қарағанды облысында да, анау Ақмола облысында да кездеседі. Мынау солтүстіктегі 2 облыста да бар, шығыста да кездеседі. Біз қалай айтамыз мысалы? Кейбір рулар жазда мына өңірде жүреді да көшіп, қыста тағы бір өңірге өтіп кетеді. Оларды қалай айтамыз ал? Жазда мынау Ақмола облысының киімі еді, қыста басқа облыстікі деп айтамыз ба? Мысалы шығыстікі деп айтамыз ба? Келмейді ғой. Сол үшін біз оны нақты анықтап, жаңа енді этнографияда айқын көрсетуіміз керек, зерттеуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Бізге қарағанда мына көрші түркі халықтары, қырғыздар, башқұрттар, моңғолдар мысалға анық орнына қойып тастаған. Қай моңғолдан бүгін барып сұрасаң, айқын анық біледі. Мынау халқаның бас киімі. Біз бұл салада өте былай артта қалып қойдық. Көп нәрсе ұмытылды. Ұмыттыртты. Анау қазіргі бір суреттер кеңінен тарап жатыр ғой, мысалы кеңестік одақ кезінде ол суреттерді де көбін көрмеген едік дейді аға апайларымыз. Мысалы анау қазақтардың жаңағы киіз үйдің сыртында әр жерде тұрған тарихи суреттерді қарасаңыз, сан алуан түрі ұлттық киімнің. Құдай-ау, анау кимешек қанша ұру болса, сонша ұрудың кимешек үлгісі бар. Бізге жетпеді ғой соның бәрі. Соның бәрі жетпей қалды. Ұлттық құндылықтарымыз дұрыс дәріптелмей қалды. Біз бір 60%-ін ағызып алдық десек болады. Ана тарихи суреттерге, мына музейде тұрған жәдігерлерге қарап, көп нәрсе бізге жетпей қалды. Біз там-тұмдап әйтеу ұстап қалдық. Ана кеңестік одақтың соңына дейін, 90-шы жылдарға дейін әйтеуір жеткен әжелерімізден не көрдік, соны бүйтіп ұстап қалдық болды. Одан бұрынғылар қаншама қазақтың сән салтанаты. Біздің қазір қоғам былай айтқанда батыстың мәдениетіне батып кеттік десек болатын секілді. Батып жатырмыз. Ол баяғыдан басталған, бұл жалпылама әлемдік үрдіс. Иә, бұл анау жаһандану деп жатырмыз ғой бүгінде. Ол тек қана қазақтар емес, барлық халық соған батып бара жатыр, сіңіп бара жатыр. Дегенмен олар ғылым ретінде өздерінің жаңағы жалпы мәдениетін, киіну үлгілерін, өнерін барлығын нақтылап, ғылыми қалыпқа түсіріп, кітап шығарып, бейне баян шығарып, көп нәрсені орнына қойып қойған. Мына Еуропа халықтарында көбісі өздерінікін жасап, шыңына жеткізіп болып, енді олардың этнографтары бізді зерттегісі келіп жүр. Көп байқайсыз ғой, жалпы мына келіп қазақтың тілін зерттеп жүр екен, бұл деп анау бір франциялық біреу келіп жүр екен деп, ана өткенде мен жапониялық қызды салдым, мысалы қазақтың кестесін зерттеп сол туралы кітап шығарған. Ол халықтар ол еріккеннен жүрген жоқ, олар өзінікін зерттеп, шыңына жеткізіп, болып енді бізге өтіп жүр. Ал біз өзімізде бар нәрсені қолға алмай отырмыз, зерттей алмай отырмыз. Мінекей түсіне алмай отыр халық. Неге біз анау Инстаграмда күніне салып, күніне айтып, күніне дәріптеп отыр? Себебі халқымыз көп нәрсені білмейді, түсінбейді. Қазір көрсе, мына жерде тұрған мынау қасаба деген бас киім мысалға. Мына жерде тұрған мынау сораба деген бас киім. Соны көбісі біле бермейді. Осы киімдер жөнінде бір қысқа шолу жасап айтып шықса, өрнегіне, гүліне қарап, мынау өзбектікі ма, ұйғырдікі ма деп өзіміздің жасы егде тартқан 70-те кейбір апаларымыз әңгіме қылып отырады. Өйткені көрмеген, түсінбеген. Апаларымыздың өзі TikTokта боянып алып, әрине, ол кісілер де көрмеген ғой. Бүгінгі жасы жеткен ападан мысалға, мына киімді айтпай ақ оны біледі деп сұрауға келмейді. Өйткені бүгінгі күні 70-ке келген апамыз, ол кісілер деген мынау
кеңестік одақ кезінің нағыз жанағы қайта құрудың дәуірінің адамдары ғой. Ол кісілерден мысалға сұрасаң да көп нәрсені біле бермейді, айтып да бере алмайды. Өзіңіз 75 жастағы апа дейік мысалға, 1950 жылдардағы адамдар. 1950 жылдары Қазақстанда болды ма мысалы? Яғни көне көз әжелердің енді кимешек киіп отырған бір инстадан көзін көрсе көріп қалған шығар, бірақ ол замандарда жаңағы көп нәрселер болған жоқ. Мінекей. Ең қиыны да сол бізге. Мынау кимешек туралы мен әр өңірден іздеп сұрағанда, 80-90-ға келген апалардан сұрасам білмейді. Ана күндіктің оралуын несін, ой біз жас кезде анау советтің қызыл үкіметтің қолында болдық қой, біз анау жастар болып жаңағы современный киіну керек, былай жүру керек деп сонда кәрі әжелеріміз болды ауылда, назар салмадық дейді. Оған қызықпадық, ол бір күндер керек болады деген ойымызға да келген жоқ деп. Сол үшін жаңағы әйтеуір мына музейлердегі қорларымыз жақсы, Құдайға шүкір, сол музейлердегі қорларға сүйенеміз. Содан кейін мына сырттан келген қазақ ағайындар, Қытай қазақтары, Монғолия қазақтары, Түркменстан қазақтары жақсы сақтаған этнографияны. Оны енді ашалап тұрып айтып кету керек. Көп нәрседе солардан келген бұйымдар, солардан келген көнегөз әжелер, мына кесте тігу өнері, сырмақ сыру, сырмақты қалпына келтіру өнері, көп нәрселерді сол кісілерден ақпаратты мен көп аламын. Егер де біреу сол жаңағы Ираннан келдім, Түркменстаннан келдім, Монғолиядан, Қытайдан келген кісілер болса, апалар мен тура айырылмай жатағап жастанып сұрап, соны түсіріп, жазып алып, үлгілерін алып, мына кимешектің де көбін мына Нарынқол өңірінен алдым, біраз кимешектер, мықты кимешектер. Соның көп 60-шы жылы Қытайдан келген қазақтар өткізгендер. Ақырын анау тарихының несін сұрасаң, біз 60-шы жылы жаңа Қонаевтың кезінде Қытайдан өткен едік деп айтады. Тәке түсінікті. Мынау кимешек, Кимешек және шылауыш. Кимешекке қатысты бір Мұқағали атамыздың бір керемет өлең жолдары бар ғой. Ақ кимешек көрінсе сені көрем, кимешек жоғалса нені көрем деп. Енді қазір тәке қоғамда бұл кимешекке қазіргі мына діни тұрғыдан айтқанда хижаб бойынша даулы мәселе өте көп. Оны өзіңіз шет жағасын жақсы білесіз. Айтып жүр ғой қазір анау кимешек деген хижаб. Жылда ана тамыз айында өте бір шырқау шеңіне жететін мәселе ғой. Жылда сол мәселемен қоғам ауырады, пікір таластырады, үлкен жоғары жақтылар да жаңа пікірлерін білдіріп жатады. Енді бұл кимешек пен хижабтың айырмашылығы және бұл кимешектің жаңағы шариғатқа сайма, бұл этнография саласына, яғни тарих толқынынан алатын болсақ, бұл кимешектің дінмен қаншалықты байланысы бар және шариғатқа толық сәйкес келе ме деген сұрақтар көп көрермендерді, жалпы қоғамды қызықтырады деп ойлаймын. Осыған бір пікір білдіріп кетсеңіз. Енді бұл мынандай, біздің бүгінгі діндар қоғам, мына діннің фанаттары кимешекті хижабқа ұқсастырғысы келеді. Біздің арғы ата бабаларымызда осындай хижаб киіп жүрген, ол хижаб деген мынау кимешек, мінекей деп солай көрсеткісі келеді. Енді бұның барлығы да жаңағы неден болып тұр? Адамдар өзінің ойындағы нәрсені дәлелдеп, сол арқылы өзіне тартқысы келеді ғой. Қоғамға сол пікірді сіңіргісі келеді. Ал енді біздің мынау зайырлы қазақ қоғамы оған қарсы жоқ. Бұл кимешек деген кимешек. Ол хиджаб емес деп. Енді сол туралы мен арнайы бір видеода түсіргем, көрген шығарсың. Енді мен бұл жерде былай ашалап айтып кетейін. Хиджаб пенен кимешекті салыстыруға келмейтін бір қанша себептер бар. Соны атап өтсеңіз. Оның біріншісі, бір адамдар былай айтқысы келеді. Бұл кимешек бізге ислам діні арқылы келді. Бұл жабылу, әйелдің жабық жүруі, бұл ислам дінінің шариғи ережелері. Ал біз оған дейін, ислам бізге келгенге дейін біз ашық-шашық жүрген шығармыз, ислам келіп бізді кимешек кигізген шығар деп түсіндіргісі келеді. Енді оған мен келіспеймін. Себебі жабық жүру барлық діндерде бар. Ол христиандарда да бар, анау индуизмде де бар. Жалпы өзі діннің көбінде ашық-шашық жүретін дін аз. Бәрінде негізінен жамылу, жабыну, бұл христиан дінінің де жаңағы монашкалары тура кимешек сияқты бас киім киіп жүреді ғой, толық жабық жүретін, мысалы ашық-шашық жүргендерін көрмейсің. Сондай ол басқа діндерде де бар. Енді қазақ даласында ислам дініне дейін де бір қанша діндердің болғанын ескеретін болсақ, біз онда бұл
кимешектің тарихы тіпті ол анау ислам дінінен де арыда жатыр. Содан кейін мынау миниатюра суреттер бар ғой, бұрынғы көне. Сол жерде Шыңғыс ханның әйелі Бөрте ханым. Бөрте ханым Қоңыраттың қызы, мысалы білесіздер. Бөрте ханның суретін байқасаңыз, сол жерде Бөрте ханым басына кимешек киіп отыр. Кәдімгі ақ матадан былай төгілген кимешек. Ал енді Шыңғыс ханның заманында ислам діні болды ма, мысалы? Сізге сұрақ қояйын. Жоқ. Жоқ, болған жоқ. Ал онда кимешек басында қайдан тұр? Демек, бұның тарихы тіпті арыда жатыр. Одан кейін екінші себеп, біз енді тарихын айтып кеттік, екінші себеп, бұның киілу орны. Хиджабты мысалы жас қыз бәлиғат жасына толғаннан бастап қыздар кие береді, ал кимешекті қыз кимейді. Кимешекті бірінші баласын босанғаннан кейінгі ана киеді. Тіпті бала босанбаса кимешек кимей де өтіп кеткен аналарымыз болған. Сол армандап, бұл кимешек ананың статусы. Армандап өткен дейсіз ба? Иә, сондай аналарымыз болған. Яғни балалы болуды армандайтын, иә. Мысалға ана енді бірінші баласын босанғанға дейін кимешек кигізбеген ғой. Енді балалы бола алма, енді бала болу бақыты да әркімге бұйыра бермеген бақыт қой енді. Сонда кимешек киюді армандап өткен қаншама аналарымыз болған мысалға. Сол үшін бұл кимешекті мысалы жас қызға кигізбейді. Ол кимешек кию үшін міндетті түрде тұрмыстағы әйел және балалы әйел болу керек. Бұл статусты бас киім ғой. Одан кейін кимешек міндетті түрде ақ матада тігіледі. Ол басқа қызыл кимешек, қара кимешек, сары кимешек ондай болмайды. Тарихта болмаған. Жалпы қазақ қара жамылған деп жаман бір ол қара жамылған деген сөздің өзі анау ауыспалы мағыналы сөз. Тіпті күйеуі өлген күннің өзінде қара жамылып алмайды. Мінекей. Басқа жалпы қара салмайды. Ол қара жамылды деген суреттеу сөз. Қара жамылып қалды деп. Қазір енді оны жақсы пайдаланып. Тікелей мағынадағы сөз емес қой демек. Біздің журналистеріміз жақсы пайдаланып алды оны соңғы кездері. Қара жамылған. Қара жамылды, ананың отбасы қара жамылды деп. Ол жалпы отбасыға қаратып айтатын сөз емес. Сол қайтқан кісінің әйелі қара жамылып қалуы мүмкін. Ал оған бүкіл отбасы қара жамылып қалмайды. Ер адам қара жамылып қалмайды мысалы. Ана пәленнің әкесі қайтыс болып, ол қара жамылып қалды деп айтуға келмейді. Мысалы, ер адам қара жамылмайды. Солай. Оны жалпы жаңағы жолдасы қайтқан әйелге қолданатын сөз. Сол үшін мен бұл хиджабпенен кимешекті бір бұйым деп айтқанға келіспеймін. Себебі жаңағы айқын ерекшеліктері бар. Хиджабты мысалы оны қызылдан да тігеді, сарыдан да тігеді, жасылдан да тігеді, қарадан да тігеді. Сол біраз біздің мынау жаңағы қазақтардың біраз ашу-ызасын келтіріп жүр соңғы кездері. Өйткені жаңағы біздің ана статусындағы ақ кимешек жалпы мынау қазақтардың кимешекке деген құрметі бөлек. Бұл біздің анау ДНК-мызда қалып кеткен нәрсе бұл өйткені. Мына кимешек киген дегенде бізге бір кимешек деген сөздің өзі бізге бірден мейір, махаббат, әженің алақаны, ананың ақ сүті. Жаңағы Мұқағали атамыздың өлеңінен де бүкіл қастерлі ұғымдар сипатталып тұр. Осы кимешекке бенен символикалық түрде келе жатыр да, біз анау кимешек киген апаларды көрмеген адамдардың өзінде де бір кимешек деген сөзді естігенде бір киелі ұғым, жылылық. Енді оны апарып жаңағы бізге ұнай бермейтін қара жамылғы хиджабпенен салыстырса, әрине ашу-ызасын келтіреді. Сонымен қоғамда жаңағы. Сол үшін енді мен осы жерден пайдаланып айта кетейін, кимешекпенен хиджабты жалпы екеуін салыстырмаңыз. Әр нәрсенің өзінің шығу тарихы, орны бар. Тарихы бар, орны бар. Енді біз бұл сөзімізбен хиджабты да жоққа шығармаймыз. Оны тұтынып жүрген азаматтар да бар. Ол өзі арабтардың бас киімі. Діни сенімме байланысты ондай бізде бұл бағдарлама мақсаты біреуді қаралап, біреуді даттау емес. Бұл жерде әр тарихи фактімен, жалпы ақпаратпен бізге дейінгі, кейінгі оқиғаларды әр нәрсенің өз ретімен болсын деген мақсат. Енді бұл жердегі көбінесе тәке бұл жалпы кимешек, орамал, хиджаб соңғы кезде мына шариғат шәлісі деп қазақшалап жүрген қоғамда бұл көбінесе үлкен жаңағы отбасылы, балалы әйелдердің көп мәселесіне айналмайды. Көбінесе мына мектеп жасындағы қыздарға байланысты тартысты болып жатқан әңгімелер ғой. Осы қазақтың жаңағы балиғат жасына жеткен қыздарының жаңағы осы жаңағы киіну үлгісі
қалай болған, яғни осы жерде бізде тартысты мәселе болып жатыр ғой, осыған сіз қалай жауап берер едіңіз? Енді қазақ қыздары тұрмысқа шыққанға дейін үкілі тақия киген, бөрік киген, қызыл шыт тартқан кездер кездеседі. Қызыл жаулық бар ғой. Кәдімгі жаулық, қазір жас келіншектер артынан бір байлам жаулық байлап жүр ғой. Сондай қызыл жаулық байлап жүрген ол кездеседі көп жерде, біздің мына батыс өңірлерде, Алтай қазақтарында да болған. Бірақ жалпысынан мынау толық мойнын орап, тұмшалап, ондай жамылып жүрген деректер аз. Енді оған бірі былай тоқталуымыз керек. Сол заманға, ол заманда қазақтар жаңағы өзінің туыс туғанымен, ағайын тумасыменен бір ауыл болып отырады. Ең жақын туыстарыменен, Сол үшін ол қыздарға бір жамылу, орану, бөгде бір көзден тасалану деген керек емес. Өзінің маңайында түгел өзінің ағайын тумасы болса, туысқаны болса, ол кімнен жамылсын, кімнен тасалансын. Бірақ жаңағы сырттан бөгде еркектер, бөгде адамдар келгенде, ана бәйбіше қыздарына бүйтіп көзінің қиығын салады ғой. Ана мына жерде отырмаңдар, бөлек шығып кетіңдер деп. Жалпы өзі қазақтың қызы ана келген қонақпенен бірге жарысып сөйлеп дастархан басында отырмайды ғой. Жалпы қазақ өзі ыммен ақ бір-бірін түсінісіп сөйлескен ғой. Қазақтың ибасында қыздарды ол ана жаңағы кісі көзінше алдында отырғызып қоймайды. Ол анау көп бұрынғы шығармаларда да байқасаңыз бар ғой. Одан кейін ерте кезде бүгінгідей емес, шамалы ерте тұрмысқа берген, 16, 17, 18 жасында тұрмысқа шыққан қыздар. Енді бұрынғы қоғам мен қазіргі қоғамды салыстыру қиын. Енді Тәке, сіздің сөзіңізде мен мынандай бір ой түйіп отырмын да, біздің ата-бабаларымыз ислам діні келмей тұрып та, осы діннің талаптарын андай артық орындамаса, кем орындамаған. Қазіргі қоғамда кейбір жастардың түсінігі былай да, бізге дін келіп, біз көзіміз енді ашылып, бір керемет болған. Мен үнемі жастарға айтамын, біздің ата-бабаларымыз анау адасқан басқа қоғамдардан қарағанда әлде қайда бір құдайлық сенім тұтандық қой, қанша дегенмен. Басқалар жаңа сиырға, басқа пұттарға табынып жүргенде, қазақ ешқашан басқа нәрсеге табынбай бір құдай деп, яғни ислам діні келді, үйлесті, шариғаттың шарттарының бәрі жаңағы ішіп отқан асымыздың өзі шариғаттың талаптарына былайша айтқан кезде сәйкес болғаннан кейін, бұны бейбіт түрде, мынау біздің ұстанып жатқан дініміз ғой, тек жаңағы біз тәңір деп жүрсек, исламда Алла деп ешқандай бір керемет айырмашылық болмағаннан мысалы қабылдағанның өзі былайша айтқан кезде бір біздің бабаларымыздың қаншалықты дана болғандығын осы жерде. Көп жастар осы жақтан қателеседі, мен соған ішім ашиды да. Біздің ата-бабамыз дінді басқа ұлттардан қарағанда жақсы қабылдап, өте жақсы ұстанғандығын көп жастар біле берсе екен деген мақсат бар. Мысалы, қазір енді көп қоғамдар енді көтеріп жатқан мәселе ғой, ер әйел теңдігі дейді бүгінде, мысалы, әйелдердің құқығын сақтау, анау мынау деп енді мынау бір мәдениетті батыс қоғамының үндеуі деп айтамыз, Бірақ қарап тұрсаң, біздің қазақтар сол анау атам заманда өзге халықтар бұл әйел деген адам ба? Сондай сұрақтар қойып. Сұрақтар қойып, тірі жерге көміп, мысалға, сөйтіп жатқан заманда біздің Томирис ханшалар анау ел басқарып, хандық құрып, мемлекет басшысы болып, кәдімгі жорықтарға шығып, анау аналарымыз бүкіл тайпаның басшысы болып ру атын алып, мысалы, мынау Қызай анамыз, Мұрын анамыз, Абақ анамыз, бүкіл руға аты кеткен кісілер ғой. Бүгінде мысалы Қызайымыз деген ел ру бар, үлкен. Ол Қызай анамыздың атынан. Наймандарда Мұрын деген ру бар, Мұрын деген анамыздың атынан. Мысалы Абақ Керей, толықтай Абақ Керейміз деп айтады. Абақ ананың аты, мысалы. Сол сияқты сол заманда егер қазақтар әйелдерді төмен санайтын болса, тең көрмейтін болса, сондай билік берер ме еді? Сол үшін ол біздің көп нәрсе жаңағы қазақтардың арғы ата-бабалары болған, сол халықтарда неше түрлі мынау санитарлық жағы бүгін енді шығып жатыр ғой, моншалардың бұрын бізде жұмыс істеп тұрған, қандай жаңа сақ моншасы деп шығып жатыр. Сол заманда парға түскен көп нәрсені біз анау өзімізде барды бағаламаймыз, білмейміз, елемейміз дағы, сосын басқалар оны
алып алат да акырын көпүртүп отуруп керемет кылып чыгарат да Бирөө- өзүбүз кайтадан таң калып отурамыз. А шындыгында өзүбүздүн өмүрүбүздө бар нерселер сонун барлыгы. Бирөөдүн каңсыгын таңсык көрүп казыр Әрине. аузумузду ачып жүрмүз. Казактагы тазалыкты караңыз. Мынау ак кийим-кешекти кийүү деген Мынаны көчпөндүү өмүрдө. мынаны жууп, мынандай ак күйүндө кийип жүрүүнүн өзү тазалык го былайча айткан кезде. Менин анау коллекциямда 100 жыл, 150 жыл болгон кийим-кешектер бар. Анау деген таза кой. Не деген Сонда тазалык, сону кийип аналарымыз от да жаккан, мал да баккан, сыйыр да сауган, отун да тасыган, сонда анаган кирш алдырмай ак кийим-кешегин калай сактаган деймиз. Массага. Минеки. Сол үчүн аги биз өзүмүздөгү барды багаламай, кайдагы журттун каңсыгын таңсык кылып, олай керек эмес. Көп нерсени эгерде биз өзүмүздүн тарыхымызга карайтын болсак, өзүмүздүн этнографиябызга киретін болсак, көкөйдө жаткан көп сурактарга сол жерден жооп табабыз. Биздин жаштарыбыз эгер өзүн таппай жүргөн болса, сол музейлерге барсынчы, музейдеги этнография залдарын карасын, өзүмүздүн тарыхый китаптарды, анау мыкты жазуучулардын адебий чыгармаларын окусун. Бүкүл өзүнө керекти, өмүрүнө керекти сурактарга жооп сол жерден табат. Оған нетпей бізде көп адашушылык бар ғой, ар түрлүү багыттарга ілесип кетет. Биз ол музей жан-жактылы, жаандай таанымдык, кетип калат руханий дегендей. таанымдык жерлерге барганда бир психологдун алдына барып кеңеш алган жакшы көрөмүз го. Ол психолог кайда билим алды, ол да маселе. Казыр когомдо ким көрүнгөндүн коуч дейди, мотиватор дейди, сондайлардын алдына барган. Мен де сиздин сөзүңүз өтө келсем, биздин тарыхыбызда музейлерден, тарыхый орундардан, ана алаш кайраткерлеринин үйүнө барсаңыз, бир шетинен акпарат аласыз, бир шетинен бир рух аласыз да. Шынымен жаның, адамдын жаны кай ултта жаралган болса, ол сол ултпен ләззат алат экен го. Алла Таала өткөн айтты го, мен сендерди улт пен улуска бөлүп жараттым. Ягни бул Алланын калабы да, улт болуубуз биздин жаңағы баска тилди билүүң ол сенин калабың. Ол сенин калабың. Ал Алла Таала бизди улт кылып жараткандан кийин, демек сенин одан артык, сен ол улттан артык адеми боло албайсың. Баска боло Мисалы ана бир Асылуу Осман ба апамыздын бир керемет айтатын бир сөзү бар ғой. Жарайды, түрүңдү өзгөртесиң, шашыңды кыясың, бәлким сырга тагарсың, кийимиңди жаңагыдай жалаңачтайсың ба, баска кийесиң ба, бирок каның казак кой, сен каныңды кайда төгүп тастайсың деген бир керемет сөзү бар го. Шынымен де карап турсаңыз, өтө бир астарлы, жакшы, керемет айтылган сөз го шынымен де. Мен мынау өзүм көп көрдүм чет элдеги казактарды. Мынау Европага, баска Америкага, сол жакка барганда енді биздин казактарыбыз бар ғой, чет элдиктерге турмушка чыгып кеткен. Енді кейбіреулері тағдырдың жазуы, кейбіреулері енді өздері сол өмірді қалап кетті ғой енді. Сол керемет европалық болғысы келіп, басқа болғысы келіп, анау Түркияға түрік болғысы келіп, керемет кеткен де қазақтар болды. Соның қай-қайсына барсаңыз да, ана рухани азық таппай өзін іздеп жүреді. Қазақтың заттарын іздеп, соны сұрап, соны сатып алып, анау әлгі Қазақстанда жүрген кезде қадірі жоқ. Қазақ болып жүрген кезде. Енді ана шетелге барғанда соның барлығын түсініп, өйткені өзге халықтардың өзін қалай қадірлеп, қалай ұстап отырғанын көрген кезде, анау әлгі менің де мамам бар еді ғой деген сияқты сол заманда есіне түседі ғой. Содан кейін барып қайтадан іздеп. Оған қазіргі заманның да мысалы Сирияға қаншамасы адасып кетті да, басын тасқа соғып енді жете алмай жатқан, жетсе де осы жердің қадірін енді біліп жатқан енді тірі мысалдар ол қазір қоғамда. Сол байқап қарасаң, анау кейде мен күлкім келеді, онша бір дей салам, ана көрсетіп жатады ғой шетелде, Германияда тұрады екен, бірақ үйін қазақша жасап қойыпты, анау бит. Ол сол жаққа барып басы тасқа ұрғаннан кейін түсініп барып істеп жатыр оны. Егер ол Қазақстанда анау Өскеменнің бір жерінде отырған болса, ол жасамас еді соны. Мына біздің көп ана ауылдарды қыдырам ғой. Сол кезде кейбір үйлерге барғанда шіркін ау, бір қазақтың иісі жоқ қой, иісі жоқ. Ана үйінен бір сырмақ, бір төргөрпе, бір түскиіз. Бүкіл енді ана кірген кезде бір Европаның үйі, басқа бір орыстың үйі ма, немістің үйі ма. Сонда айтам, шіркін ай, осы қазақтарда бір жоқ дегенде бір қазақтың иісін шығарып бір зат тұрса, төрінде бір қамшы ілініп тұрса, бір домбыр ілініп тұрса, бір қазақтың жақсы бір тақиясы, бір жақсы бір бұйымы тұрса, бір өзіңе бір жылу, бір жаныңа жақындық таба қаласың ғой. Сондай болса екен дейсің, бірақ өкінішке орай Қазақстанның өзінде тұрғанда қадірі жоқ. Анау сыртқа шыққаннан кейін барып қап деп басын тас құрады ғой.
ол шетелге шықпайық, мысалы біз Алматыда тұрамыз ғой, мысалы Алматыда тұрып мына Шымылаққа, жаңағы Медеуге, немесе мына Көлсай, сол жаққа өзіміз бармаймыз да, бірақ басқа бір өңірге барсақ, сол жаққа барғымыз кеп, соны сағынып, сонымен ол жақтағылар айтып жатады ғой, сен сол жақтан келдің емес пе? Неге соң барма? Шынымен адам өзі бір қызық құбылыс қой, шынымен де бардың қадірін біле бермейміз да, жоқ кезінде аңсап отырмыз. Енді шамасы келсе шетелде де көрсін, бәрін көріп салыстырып білгені жақсы ғой. Енді біздің де мынау біліп әңгіме қылып отырғанымыз соны көргеніміздің арқасы ғой. Енді көрмесек қандай болар еді. Сол сияқты бізде жалпы өзімізде бәрі әсіресе мынау біздің этнографиямыз бұл жалтқан бір океан. Үлкен океанға теңередім мен. Этнография десе мен тарихта есіме оралады. Яғни этнографияны біз жоғалтсақ, біз тарихты да жоғалтамыз. Тарихы жоғалған ұлт ол ұлт емес қой. Әрине, өзіміздің болмысымызды жоғалтамыз. Болмысымыз. Біз онсыз да анау болмысымызды жоғалтып ала жаздадық. Ол анық айту керек. Жоғалтып ала жаздадық. Біз анау көп қазіргі мынау қазақтың ұлттық киімі деп қазір көбінде киіліп жүрген, дәріптеліп жүргендер шынту айтқа келгенде қазақтың ұлттық киімі емес. Ол анау баяғы басқа дизайнерлердің әйтеуір жасап бере салған заттары. Мына бүгінгі жаңағы баяғы одақ кезіндегі әртістердің киген сахналық киімдер. Енді Таке, соларды біз ұлттық сөзіңіз аузыңызда, енді тұздық ретінде мына киімді енді көрерменде көріп, бұл не киім, бұл не айтпақшы, неге тұр деген сұрақтар болады ғой енді. Бір түсіндіріп өтсеңіз, мына мысалы әйел адамның киімі, бұл қандай ерекшелігі бар, категориясы қандай, жаңағы өзінің ерекшеліктерін айтып өтсеңіз. Енді мынау камзол, бұл әйел адамның киімі біздің мына Қостанай өңірінің қазақтарынікі. Жалпы бұл камзолдың өзінің түпнұсқасы сол Қостанай өңірінде музейде тұр. Енді мына жерде назар аударып қарасаңыз, мынау мақпалға тігілген. Ана шетіндегі сары зерді қазақта оқа дейді. Мақпал дегеніңіз кім? Мақпал матаның аты. Мінекей. Не көрдіңіздер ме? Қазір біз мына маталардың қазақша атауын біле бермейміз. Барлығын ана вилюр, сатин, плюш, анау мынау бүкіл орысша жаттап алған. Мына қазақта бағалы маталардың атын қыздарға қойған. Бүгінгі мынау мақпал, қатипа, шуға дейміз ғой. Солардың көбі анау қыздардың, әйелдердің аты. Жібек мысалға. Мен де жібек десе қыздың аты сондай. Ол жібек матаның аты. Енді мына жерде мынау мақпалдан тігілген камзол, бұл жерде 5 килограмм күміс бар. Қазақтың ана бұрын мынаның барлығы анау Николай патшаның кезіндегі күміс тиындар. Мына кеңестік одақ орнай қалған кезде бір мезгіл анау полтинник деп күміс тиын құйған, кейін оны тоқтатып тастады, күмістің бәрі шетелге шығып кетеді екен деп. Сол кезде сонда қазақтар мынау күміс теңгелерді тесіп әшекей ретінде шашқа сөлкебай дейді. Сөлкебай деген сөздің өзі сол анау орысша сілківе дей ма? Соны сөлкебай деп өзгертіп алған ғой. Сондай қазақта шолпы дейді. Соны мына камзолдарға таққан. Мынаның әр бірі бір қойдың құны. Бүгінде де бір қойдың құны. Сол дым өзгермеген ғой. Сол заманда да бір қойдың құны болса, бүгінде де мысалы мынау енді базарларда, жаңағы антикварный лавкаларда бір 70-80 мың теңге тұрады. Мынаны сонда қазіргі заманда көрмелерге шығарсаңыз қанша суммаға, енді көлемінде бағалайсыз сонда? Мен тіпті сатпаймын бұны. Жоқ, сатпайтыңыз белгі, бағасы қанша болар еді? Көрерменге қызық қой. Бұны бірдеңе деп бағалай да алмаймын. Мына жерде 28 дана бүтіндік деп қояды қазақта бұрын. 1 рубльді бүтіндік, 50 копейкті жартылық деген ғой. Мына жерде 28 дана бүтіндік бар. Енді 28 қойдың құны деп есептеңіз. Содан кейін сіз бай екенсіз ғой? Енді мен бар тапқанымды осыған салып жатырмын енді. Мына жердегі мына тұмарлар, мынаның барлығы. Мысалы мен мынаны қазір енді сіз арқылы біліп отырмын ғой қазір ақпараттың бәрін. Мынаны бір әшейін бір темір секілді құнды емес зат сияқты көретін едім. Сіз айтқаннан кейін мынаның уже менде көз алдында жаңағындай бағасы өсіп бара жатыр айтқан кезде. Мыналар 19 ғасырдың тұмарлары мінекей. Басымда мынандай цифрлар кетіп отыр. Бәрі музейде тұратын бұйымдар ғой. Міне осының барлығын қып-қызыл ақшаға мінекей сатып алып, себебі қазаққа, халқыма көрсеткім келеді. Сол заманның сәнін, мәнін, мәдениетін,
қандай болғанын. Мына жердегі мына шекейге назар аударсаңыз, мінекей. Мына жерде құлақ шұқитыны, тіс шұқитыны, және иісмай салатын, міне әшекей ретінде. Иісмай дегеніңіз қазіргі духи ма? Иә, соны кәдімгі ана жұпар деген жануардың кіндігінен алады деген бір құдай біледі. Сол заманда да кәдімгі иісмайларды жасап, осындай салып жүрген. Тіс шұқитын дейсіз? Иә, тіс шұқитын күмістен мінекей. Тіс шұқитын, мына құлақ шұқитын, гигиеналық құралдар. Бұны тәке бұл киімді қай кезде киген? Мерекелік уақытта ма әлде тұрмыста, үйде? Енді мынау жалпы бір бардам отбасының әйелінің киімі деп айтуға болады. Мұнан мысалы мен ойлаймын да, қарапайым үйде тұрмыста киіп жүру бір киіпте жүрген ба? Киіпте жүрген. Мұнан кәдімгідей салмақты жаңа ұстап көтергенде. Байлардың әйелдері бір жұмыста істемеген ғой. Былай қарасаңыз, өзінің қол астында сауыншылар болған, нелері болған. Қазіргі тілмен айтқанда Абай жолын оқысаңыз, сол жердегі ділдә ұлжандардың өмірін суреттейді ғой енді. Сұлужанкалар болған ғой? Иә, сұлужанкалар бар. Қанша жұмыс істейтін, жаңа сауыншы дейді, нелер, күңдер дейді, солар жұмыс істейді дағы. Ана кісілер сән салтанатымен келген қонақтарды қабылдап, жаңа қымызын сәнмен сапырып құйып беріп отырған ғой. Сол кезде ол кісілер міндетті түрде жаңағы мындай қазақтың элиталық киімдерін киіп сәнменен отырған ғой. Міне сондай. Бірақ жалпы қазақ әйелдерінің көбінде жоқ дегенде бір-екіден болсын мынандай сөлкебайлары болған өздеріне. Сосын мынау келін түскен кезде жаңағы енелер көрімдік ретінде де берген бұл сөлкебайларды. Сосын алады да келіннің камзолына тағып отырады, солай көбейеді. Кейін күйеуі базарға кетіп бара жатса бір сөлкебайын шешіп алып береді, астық алып кел деп қайтадан тігіп алады. Солай бұл отбасылық банк сияқты. Отбасын асырағанда дейсіз ғой? Бұл енді мына бізден бөлек мына башқұрттарда да кездеседі осындай, көрші түркі халықтарында да сондай үстілеріне тағып алып, татарларда да кездеседі. Сондай теңгелер, күміс теңгелер, бұлар кәдімгі ақша сол заманның. Бүгінгі күнде де қазір осыны шешіп алып сатсаңыз. Бізде бүгінгі күннің әйелдері айтады ғой, алтын алып қой. Кейін ол қымбаттайды, кейін сатқан кезде. Сол заманда құнды болады деп. Енді бағалаған ғой, енді алтында да ұстаған қазақтар. Бірақ алтынды киімге көп пайдаланбаған. Алтын бар жүрген жерге жылан жуық болады, сосын алтын бар жерде адамның жаңағы ойы бұзылып, сол алтын үшін өлтіріп те кетуі мүмкін ғой. Сол үшін алтынды қазақ онша қатты бағаламаған күмістей. Күмісті бағалап, күміс сосын адамның денесіне мынау тазалығын ұстап тұрады. Ол жөнінде де естігем осы. Өзіңде мысалы мойның анадай күміс шынжырларды тағып жүрдағы бір температураң көтеріліп қызып ауыр, анау қап-қара болып кетеді күміс. Сосын артынан қайта тазалап аласың. Көбісі анау зергерлер айтады, ой, сол бір бізге бір мәселе, анау күмістерді кейде қарайтып алады да, мынау күміс емес екен деп қайта звондап тұрады, тазалап қайта береміз депші. Күмістің қасиеті ғой ол. Неге шынжыр дедіңіз ғой, сепшка емес па? Енді қазақта шынжыр дейміз. Сепчканы қазақша шынжыр деп отырмын ғой. Енді ана үстіндегі қасаба. Жөнді мына бас киім қазір көрініп тұр ма екен оқырмандар? Қолыма алайын. Мынау қасаба, бұл қазақтың ақсүйектері, мынау төрелердің әйелдері киген бас киім. Негізінен мына көбінде мына Жаңғыр ханның әйелі Фатма ханшайым, сол кісінің суреттері бар. Сосын мынау ауқатты кейінгі мынау Аға Сұлтанның келіндері, солардың киіп түскен суреттері бар. Бізге дейін жеткен бір қанша қасабалар бар. Мына орталық музейдің қорында. Сосын мына Өзбекәлі Жәнібеков атамыздың қалпына келтіріп тіккен қасабалары бар. Солардың негізінде міне жасап халыққа дәріптеп жүрміз. Шапан. Иә, мінекей енді мына шапанға тоқталмасақ болмайды. Иә, осы шапанды айтыңызшы. Қазақтың кестелі жарғақ шапаны. Енді мына жерде барқытқа тігілген. Бұл шапанды кезінде қазақтың бай манап хан сұлтандары ғана киген. Мен бұл шапанды көрсем, алдар көсең мұт фильмі бар ғой. Солда бай болады. Иә. Тура соның сол байға кигізген ғой. Енді мына соңғы кездегі мына алдар көсенің жаңағы мультфильмдері жақсы түсіріп жатыр. Олар жалпы анау кітаптарға негізделіп, енді оны түсіріп жатқан маманның шеберлігі ол. Сол байға кигізіп тұр ғой. Енді шынындығында байға кигізгенде ана қарны жетпей қалады ана. Оны ана кемер белдікпен тартып қояды ғой. Сондай қолы жеткен адамдар киген, сосын батырлар киген. Енді батырлар кигенде батырға халқы жапқан.
Бүгін ғана погон тағады ғой. Біз қазір ана бір кісіні сыйласақ, құрметтік шапан жабу Енді сол дәстүрі. баяғыдан қалған дәстүр ғой сол. Ол да бір Иә. ұлттық құндылығымыз ғой, Иә, ат мінгізіп шапан жабу бұл өзі қазақтың қанында, генетикасында қалған. Бірақ бүгінгі жауып жүрген шапандар қандай шапандар деген сөз ғой. Бүгінгі Китайский ма? шапандар, иә, бір киде қалады, әйтеу атын атап шапан жапты деген сөз болып тұр да. Бірақ бұрынғы шапандар нағыз мынандай міне бағалы аңның терілеріменен. Бұл тіпті қазақтан бұрын анау атам заманнан келе жатқан дәстүр. Мысалы ана Шыңғыс ханның несінде Шыңғыс хан жаңағы меркіттерменен өш өскенде ана Керейдің ханына жаңағы бұлғын ішікті алып барады ғой. Сонда ана өлеңінде бар Мұңғұлдың құпия шежіресінде айтады. Мынау бұлғын ішіктің қолқасына жарармын дейді. Өш өскен меркіт жауыңның тастаймын езіп бауырын, қаңыратып даласын, шулатып қатын баласын дейтін жері бар. Сонда ана шапан апарып сыйға. Сонда бұлғын ішік дейді енді, бұлғыннан жасалған. Енді сол сияқты ана мына Қуандық батыр Керейде шайқаста жеңіп енді үлкен ерлік көрсетіп жаңа жекпе-жектерде жеңеді ғой. Сонда келе жатыр дегенде осындай бұғының терісінен илеп сонда 12 абақ керейден дейді 16 кестеші әйелді жинақтап алады екен. Мықты жерге сондай заманының мен деген кестешілер. Сондайды шақырып алып ана кісі жетем дегенше Алтайға. Енді мына арқа жерінде мен соғысты ғой қалмақтармен. Сол жетем дегенше жаңағы шапанды дайындап келгенде иығына жапқан екен. Сол шапан мысалы бүгінге дейін сақталып жеткен әлі тұр, қалыбын бұзбай. Бұғының терісінен илеп отырып, кестесі деген керемет енді. Біздің мынау орталық музейде де бір шапан тұр. Ол шапан енді түскиіздің ортасына бұзып тартқан. Анау атасынан қалған, арғы аталарынан қалған шапанды сол қыздың түскиізіне ортасына кесіп салып жасау қылып жіберген ғой. Сол осының тура жарғақ шалбары да бар. Мен анау киіп жүріп қалам ғой кейде. Сол жарғақтан несі бар, шалбары бар. Сосын мына арт жағында күн белгісі дейді мына кестерімне. Мынау күннің шұғыла шашқан күннің белгісі. Енді бүгінде көбі түсіне бермейді да мынау гүл өсімді көрнектерді көреді да бұл қыздардікі, әйелдердікі деп ойлайды міне. Бірақ баяғы қазақтың жаңағы хан сұлтандарының, батырларының, салсерлерінің киімдерінде осындай гүл өсімді көрнектер өте көп кездеседі. Бұл енді бір шеті мына өсіп өнсін, гүлдей жаңағы мағыналардың бәрі керемет қой демек. Көкті өссін деген иә. Мына жерде міне даланың қызғалдағы, мынау тюльпан деп жүрміз ғой бүгін енді. Мына жерде қызғалдақ салынған, мыналардың бәрі ашылған. Былайша айтқанда менің ойыма мынандай келіп тұр да, жалпы ой өрнектің болсын мынандай әшекейлердің мағынасы бір ашықтық, емен жарқындық, андай бір жақсылыққа ғана тек жақсылыққа бағытталады әрине. Андай бір көзге бір түрпідей бір қазіргі қоғамдағыдай ана бір киімдерді көрсең адам шошиды, бір суреттер салып, ана бір жын-жайтанның белгілерін салып киініп алатын киімдерді көресің ғой неше. Ал бұрынғы қазақ атамыздың не деген сана сезімі өте тұнық болған. Әр нәрсеге өзіне мән мағына беріп, болашаққа да енді мысалы үлгі еткен кезде, айтқан кезде мынау бір дұрыс жасалмай қалыпты деп айтатын дүние жоқ былайша айтқан кезде. Қарап тұрсаңыз өте керемет. Шеберліктің шыңына шығарып жүрген ғой. Енді көп нәрсені бүгін біз дұрыс қайталай алмай жатырмыз. Анау бір заттарды қарасаңыз, таң қаласыз сол заманда қалай жасаған? Анау зергерлік өнер, ана сақтардың бұйымдары мысалы таңғалып жатыр ғой, сол заманда бір керемет лупа болмаса бұл қалай жасаған? Анау әлгі ханның жаңағы алтын адамның тәжінің үстінде қошқар тұр. Мынау не деген кішкентай қошқар қалай жасаған десе, ана қошқардың екі мүйізінің ортасында торғай қонып отыр ғой. Тіпті соған дейін жасайды. Енді қалай жасады сол заманда қарасаңыз. Бертінгі заманда айтпай ғана сақтардың заманында. Енді одан кейінгі мына кейінгі біздің 18-19 ғасырдағы анау зергерлеріміздің жасаған бұйымдарын бүгінгі зергерлер қайталай алмай жүр. Соншалық нәзік, көп техника жетпей қалды бізге. Анау кампескілеу заманында ондайды жасайтын адамдарды құртып жіберді. Кім не білем деген адамның бәрін құртқан ғой. Ол тек қана молла қожаларға ғана емес. Ол сол заманғы репрессия. Мынау шеберлерге де қатты жүрген. Әйтеу қолында өнері бар адамдар қашқан. Қытай ауып қашқан, Моңғол ауып қашқан, Иран, Түркменстан, ары қарай Афганистан, сол жақтарға дейін ауып кеткен. Мен кеше мына Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың киносын көріп отырып, сол жерде бір мәлімет көріп қалдым. Ол кісі Мәдениеттер тарихы деген кітап жазған. Соны
барынша жаңағы орыстардың ықпалдан қорғауға тырысқан. Демек бұл мәдениеттер тарихы дегеніміз осы біздің айтып отқан этнографымыз, ол жерде барлығы бар. Осыны бізге жеткізуге өте жанталасқан екен да. Соны қарап тұрсаңыз, шынымен де бай тарихымызды ол кісілер жазып, бұрынғылар өстіп үлгі жаңағы тірідей қолмен жасап кеткен болса, ана кісілер қағазға жазып, соны ұрпаққа жеткізуге тырысқан. Біз бар нәрсемізден қазір бас тартып, ана ескінің сарқытын өзімізге кереметтей оны көріп енді не үшін жойды дейсің ғой жаңаға. Мына шеберлерді неге қудалады, неге репрессияға алды, неге кәмпескіледі? Халықтың рухын жою ғой. рухқа, иә. Мысалға, мынау қазақтың бұйымы, шапаны дейді, қазір рухтанып отырсың, иә, мысалы. Осыған қарап қызығып отырсың. Әрине, иә. Осындай зат бізде бар екен ғой. Демек біз бір жай анау-мынау халық емес екенбіз ғой деп адамдардың санасы оянады ғой. Анау мен жаңағы мына киімдерді толық сән көрсетілімменен алып шығып, жаңағы дефилеге бүйтіп сахнаға шығарғанда, жаңағы қазақтың анау кимешектермен, мынандай күндіктермен шыққан кезде деген адамдар әсерленіп, Мысы басады ғой Иә. деген, мыс. ана не істерін білмей жаңағы біздің жаңағы тіпті ана орысша сөйлейтін орыстанған қазақтардың өзі браво сонда мен сөйтіп енді шықырып жатады ғой. Сонда ойлап тұрамын да, ар жағындағы анау ата бабасының рухы ғой деймін да, ана тіріліп ананы бүйтіп қанына сыймай тасытып жатқан. Сол бұл өнер, бұл үнсіз бізге ақпарат береді. Қарасаң тып-тыныш қана тұрған зат. Мысалы, мына бірақ қанша нәрседен хабар беріп. Мына киімді киіп, бір қазақи, бір рухтандыратын бір әнді тыңдасаң, анау шаппайтын, жауың кеспейтін, басың болмайтын секілді. Қазақ атқа мінсақ рухтанып кетеді ғой. Атты көрсеңіз, иә. Ол біздің ар жағымызда, қанымызда бар. Жаңағы генетикамызда бар нәрсе. Содан енді мынау көбісі атылып кетті, шабылғаны шабылып кетті 30-шы жылдар. Содан 60-70-ші жылдарға келіп, заман тынышталғаннан кейін, енді негізі бұл қазақтарды қудалау, репрессиялау тоқтамайтын еді, анау соғыс басталып кетті ғой. Соғыс басталып кетті де, аталарымыз керемет ерлік көрсетті де, ары қарай тиісуге енді ұяттар да жібермеген шығар. Одан кейін тыныш заман орнады, 50-ші жылдары, 60-ші жылдары, анау сол бұрынғы шалдардың көзін көріп қалған ана жас балалар бар ғой, сол кездегі ана жаңағы не жасайтын, мынау кейінгі аналарымыз, бұрынғы аналардың көзін көріп қалған текемет жасайтын, кесте тігетін, содан ана зергерлік бұйым жасайтын, анау сандық жасайтын адамдар жасауға тырысып бақты. Өйткені кейбір бұйымдар бар бізде 60-ші жылы жасалған кебежелер, нелер. Енді оның әсемділігі анау 19-ші ғасырдағыға жетпейді. Жетпесе де, бірақ бір жасап қалғанда, бірақ ешкімге керегі болмайды. Ол кездегі жастар мүлде басқа жастар еді. Сол ана 60-ші, 70-ші жылдардағы жаңа қызыл үкіметтің тайраңдап тұрған заманы. Фабрикалар, нелер, өндіріс, бүкіл ояқтан естейсің оны, көненің сарқыншағы. Әбден дайын ұрпақ қой уже, оларды жасатпайды да, істетпейді де, керек те қылдырмайды да. Қойшы, осыны керек қыламыз ба, фабриканың дайын кілемі тұрған кезде сіздің текеметіңіз кімге керек деді да апаларға. Көбінде сол сөздер. Бүгінгі ата-апаларымыздан сұрасаң, сол сөйтіп айтқан едік кезінде дейді. Оның әрбір екіншісі мойындайды. Шынымен сол апаларымызға қойшы, сол састып жүнді түтіп отырам ба, мынау дайын тұр ғой ана фабриканың заты. Біз қазір мынау современный киім киеміз, осыны біз киеміз ба деп сөйтіп айтқанда, ол кісілер өз-өзімен үнсіз өшіп, сол 70-80 жылдары соңғы буын кісілер көзі өтіп кеткен. Ары қарай егеменділік келді, 90 жыл басталды, халық қайтадан өзін іздей бастады. Жаңағы мынау қазақша заттар керек бола бастады, Наурыз мерекесі келді. Сосын қайтеді, андан іздейді, мындан іздейді. Одан шетелден жаңағы қандастар көшіп келе бастады. Қазір Наурыз болған кезде іздеп кетеді ғой, ауылында моңғолиялық Қытайдың қазағы болса, ай сізде киіз үй бар ма, түс киіз бар ма деп. Енді оған да шүкір. Әйтеуір қайтадан бәрін қалпына келтіріп, жаңғыртып, одан әйтеуір рухани жаңғыру деді. Тәке, рахмет. Бұл тақырып енді өте ауқымды, қазір бұл бір сұхбатпен бітіре алмаймыз, шыны керек. Бұл океан. Қарап тұрсаң, мен уже сіз сөйлеп жатқаннан бастап сұрақтар миымда айналып жатыр да, бірақ көрерменге бір нәрсе қызық болып тұрған сияқты, маған да қызық болып тұрған қолыңыздағы жүзік. Бұл қандай жүзік, қандай мағына береді?
Мана бір парақшаңыздан көрдім, осы жүзіктердің өзінің беретін мағынасы бар екен. Анау менің жаңағы 4 балам бар, андай қызым бар, мен осындай отбасыны бай қуатты адам деген мағына. Сіздікі қандай? Батыстың жаңағы құдағи жүзіктері ғой. Сол жерде ағамыздың. Мынаны қай кезде алып едіңіз сонда? Мына жүзікті жасаған Еркебұлан деген шебер, зергер, осы өзіміздің Талғар жақта тұрады. Мына жерде мынау тұрған керейдің таңбасы. Бұл күн белгі деп те қояды. Енді білмеген адам крест дейді, бірақ негізі бұл күн белгісі. Бұрынғы қазақы дүниетанымда біздің шаңырағымызда да сондай қосу айқыш деп қояды. Тіпті мынау христиандарға дейін ақ бізде болған екен ол белгі. Соны бізден алған деп айтып жүр бүгінде. Біздің бүкіл қай оюымызда болмасын кездеседі ол. Жаңағы айқышсы. Шапанның артында қараңыз, айқыш тұр. Ол қай ою, қай жерден болмасын табасыз. Енді ер адамдардың жүзігін көбінде балдақ деп айтады. Енді бұны түсінген адамдар түсініп айтып жатады, ой, мынау белгі ғой деп. Сізге сыйлаған ба сонда? Әлде өзіңіз алғансыз ба? Тапсырыс беріп жасаттым. Енді сыйлайтында, шеберлер ортасында бір-бірімізге бір сыйлайтында кездер болады. Жалпы біз өзі мынау әрбір бұйымның оңайлықпен жасалмайтынын білеміз да. Біреу тегін сыйлап тұрса да, біз есесін қайырып жібереміз. Тура соның менен құны тең келетін тағы бір бұйымымызды беріп, әйтеу біреуден бір тегін зат алмаймыз. Өйткені өзіміз жасаған адам білесің ғой, оның қандай қиындықпен жасалатынын, нететінін. Машақатын. Машақатын. Мен мынау коллекциямда көне қазақтың бұйымдарын, жәдігерлерін жинауменен бірге бүгінгі заманымыздың мықты зергерлері бар, мықты шеберлері бар. Сол кісілердің де бұйымдарын жинаймын. Арасында ақшам болып жатса сатып алып қоямын. Осы этнография саласында шебер бөлек, жаңағы тігінші бөлек, сосын кімдер бөлек-бөлек болады негізі? Зергер менен ұстаны бөлек мамандық бұл. Оны бөліп қарастыруымыз керек. Зергер алтын мен күміспен жұмыс жасайды. Оның жұмысы өте нәзік және мынау шығармашылықтың шыңындағы бұйым. Ал ұста оған қарағанда ұста темірмен жұмыс жасайды. Ұста бүгінде азайып кетті. Ұста кезінде көп болған себебі кезінде тұрмыстық қажеттілікке қарай. Анау ауылда айыр жасайтын, күрек жасайтын. Ұста десе мен қылыш жасайтындар ғана есіме түседі. Олар енді қару-жарақ жасайтын темір ұсталар. Ол кісілер де азайып кетті. Қазір Қазақстанда 1-2 ғана темір жараған ағайынды құлман тегі. Сол ағаларымыз ғана айналысып жүр, басқа өте аз. Ондай қару-жарақ жасайтын жаңағы ұсталар. Енді бұрын ауылда айтатын жаңағы самауырдың шүмегі түсіп қалса оны жасайтындар тұста дейтін, темірмен айналысатындарды жалпы. Темір дейлейтіндерді. Ал енді мына зергер ол жаңағы күміспен, алтынмен жұмыс жасайды. Сондай енді кестеші, мысалы кесте тігетінді кестеші дейді, ою оятынды оюшы дейді. Сондай енді оған қазақ бір мамандық ретінде қарамаған ғой, себебі әркім айналысқан ғой оны. Сол кезде. Терменен жұмыс істейтіндер болады. Содан кейін ағаштан ағашшы дейді, мысалы. Үй ағаш басатын, үй ағаш жасайтындарды үй ағаш жасайды демейді, үй ағаш басатындар деп айтады. Сондай. Өзі әрбірінің өзінің мамандық атаулары бар. Кейбір мамандықтардың тіпті бізге дейін ат өзгеріп жетпей қалған мамандықтар бар. Түсінікті Тәке, рахмет. Бір сұхбатымыздың соңында да таяп қалдық, сондықтан бір сұрақтар қойып жүрсем, қысқаша жауап беріп. Мысалы енді қазір осы жаңа этнография, осындай шеберлердің бұйымдары, мынандай әшекей киімдер болсын істеліп жатқанда, көбінесе біз бұл нәрселерді жаңа өзіңіз айтпақ музейлерден немесе жәрмеңкелерден ғана көреміз. Бірақ жәрмеңке десе менің де басқа қоғамдағы азаматтардың ойына анау сенбілік субботний не дейді ғой андай торговля дейді, базар, сенбілік базар дейді, арзан бір азық түлік алып қалу деген бір тар ойлар келеді екен. Ал ол негізі жәрмеңке деген бұрын тарихта атақты Қарқара, жаңағы басқа сондай секілді үлкен атақты жәрмеңкелер болғанға, қазіргі біздің жәрмеңкелер қандай, және сіз өзіңіз қандай жәрмеңкелерге қатысып жүрсіз, және бұл жәрмеңкелер қалай болу керек, көбейту керек па, әлде қалай насихатталу керек? Әлбетте
мисалга? Енді жәрмеңке дегенде, бүгін енді ярмарка десе, әйтеу әр нәрсені ярмарка деп енді өткізе береді ғой. Бұл енді ярмарка деген сөзден шыққан сөз ғой, енді жәрмеңке деген. Жалпы қазақ даласында 2-3 танымал жәрмеңке болған. Біреуі мынау Қоянды жәрмеңкесі, содан кейін мынау Жетісудағы Қарқаралы жәрмеңкесі, сосын мынау Ақтөбеде болатын бір жәрмеңке бар. Атын ұмыта берем. Ойыл, шар жәрмеңкесі бар екен. Сосын Тобыл жақта да жәрмеңкелер болып тұрған, Қостанай өңірінде. Әулиеата жәрмеңкесі деген болған екен. Сол жәрмеңкелер енді өте танымалдары, сол жаңа Қарқаралы жәрмеңкесі, сосын Қоянды жәрмеңкелері ғой. Бұл жәрмеңкелер ол халықаралық деңгейде болған. Сол заманның өзінде. Оған анау алысы Үндіден, Индистаннан, Индиядан, Қытайдан, сосын Россиядан, татарлар, ар жағы француздарға дейін келген. Сол жәрмеңкелерге қатысу үшін. Сол келіп, жаңағы өздерінің өнімдерін бұл жаққа сатып, біздің Қазақстанның өзінің жергілікті өнімдерін олар қайтадан сатып алып, немесе айырбас жасап, сөйтіп алып кетіп отырған. Ол енді үлкен жәрмеңкелер болған. Ол жәрмеңкелерге осы Қазақстанның өзінің ішінен алыс жақыннан жаңағы ең мықты деген зергерлер, ең мықты деген жаңа шеберлердің бұйымдарын алып барып, сол жерде сататын болған. Сосын малға айырбастаған баспа-бас. Енді қазақтарда көбінде мал ғой. Мынау Қарқаралы жәрмеңкесінде жаңағы мынау соғыстың да көтерілісінде шығып кететін бір себебі сол ғой, жаңағы ана татардың саудагерлері жаңа өздерінің қойларыменен мына жергілікті албандардың жаңағы қыстау жайлау жерін жеп қояды ғой. Анау енді жаздай ол жәрмеңке деген бір 2-3 ай болады екен. 2-3 ай бойы ана мыңғырылған қалың мал ар жағы қырғыздан, бер жағы қазақтар әр жақтан келіп, жаңа татарлардан сатып алады ғой. Қымбат маталар да алады, неше түрлі бұйымдар да алады. Содан кейін орнына мал беріп кетеді. Ол малды ол қайда жаяды? Сол жаңағы жәрмеңке болып жатқан Қарқаралының маңайы, ол жер албандардың қонысы. Сол жерге жаяды дағы ана жерді жеп тастайды. Содан барып жаңағы бір себебі де сол болады ғой, жаңа Қарқаралы көтерілісінің басталып кетуіне. Сол сияқты ол жәрмеңкелер енді өте көлемді үлкен жәрмеңкелер болған. Оған жәрмеңке болғаннан кейін міндетті түрде ол жерде көңіл ашу іс-шаралары, дәмді тағамдар, анау ұйғырлар келеді екен, мысалы Қарқаралы жәрмеңкесіне. Ол жердегі жаңағы шіркін анау мәнтісін ай деп суреттейтін жерлер бар ғой, пісірген. Мысалы бізге бір таңсық тағамдар болған деді. Бүгінде күнде жейтін мәнтіміз енді сол кезде бір таңсық тағам болғанда. Сол сияқты әншілерді алып барады. Біржан Салдың мысалы жаңағы сол ана жәрмеңкеде отырғанда жаңағы басқа болыстың адамы келіп ұрып кетеді ғой. Тарихи киноларды көрсеңіз, мына жақта күресіп жатады. Былайша қарап Ол тұрсаң, шоу программалар. Қазіргі тілмен шоу программалар. Бірақ оның өзі үлкен насихат, оның өзі үлкен идеология болып тұр ғой. Ол жерде жаңа ақан серілер келіп бір батыстың бірдеңкесін насихаттамайды ғой. Өнерлерін алмасады ғой. Былайша айтқан кезде ол жәрмеңкеден қазақ дамымаса артқа кеткен жоқ емес қой. Әрине. Мысалы атағы кетеді алысқа. Мынау Біржан Сал, арқада өткен Біржан Салды бүкіл қазақ баласы біледі. Сол заманның өзінде-ақ білген. Неге? Сол жәрмеңкелерді, сол жәрмеңкеге барғанда, анау арқадан Біржан деген Сал келді, оның әнін анау пәлен деген әнді айтты, қалай еді ырғағы, былай еді деп. Көрдіңіз бе? Бірінен бірін алып кетеді. Ана Шаншардағы Уәлибек ағамыздың әзілі бар ғой. Ана жақтан қырғыздар деді, қазақтар деді. Өнер алмасады мысалы. Келеді да кестелерді міндетті түрде бір өңірде бір өнер қатты дамиды. Ол сол өңірдегі шеберге байланысты. Мына зергерлік өнердің қатты дамығаны біздің батыс өңір. Батыс өңірде. Ал кесте өнері шығыста қатты дамыған. Сосын мынау арқа өңірінде жаңағы киіз өнері қатты дамыған. Өз әр өңірдің бір артықшылықтары болады да. Сол бір-біріменен алмасады. Аналардың салған өрнегінің әдемісін соны былай қайталайықшы деп. Сөйтіп бір-бірінен киім кешектерді алмасады. Мәдениеттер қақтығысы болады, бірақ соның нәтижесінде мәдениеттердің тоғысуы болады. Соның нәтижесінде бір жаңа мәдениетте пайда болуы мүмкін ғой. Міндетті түрде. Мысалы татарларда өздерінің киім кешектерін, бұйымдарын әкеле беріп, біздің жерімізге сіңіріп жүрген көп нәрселерді. Мынау мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың басында киіп отыратын тақия, суреттердегі татардың тақиясы мысалы. Сол жәрмеңкелерде сатып алынған зерлі қымбат тақия. Енді о заманда оны жаңағы қатты ұнатты, қызықты, сатып алды, киді деген сөз ғой. Түсінікті. Тәке, көп рахмет. Енді мен сіз туралы бір қызық ақпарат көріп қалдым. Енді сізді бұрыннан танимын ғой, бір 10 жылдан асыпты танитыныма.
сізді ана қазақта бір жақсы мақал бар ғой, жігітке жет өнерде аз деп. Сіздің шаңқобызда ойнайтын өнеріңіз бар екен. Және маған ең қатты ұнағаны сол өнеріңіздің, оны сіз мына Қазақстанда ғана орындамапсыз. Анау ақштың ең мықты деген Вашингтон қаласындағы төрде орындаған екенсіз. Бұл да бұл болса, бұл бір ұлттық рухтан шыққан бір өнім болып тұр ғой. Бұл өнерге қашан келдіңіз? Ол өнеріңіз қашаннан пайда болды? Мен соған таңғалдым. Енді бар ғой, бұл Алла тағала Қандай басқа өнеріңіз бар, біз білмейтін. Алла тағала біреуге өнер берем десе, ол біреуін ғана бермейді екен, қосымша әр қырлы. Мысалға анау жаңағы Бауыржан атамызға жаңағы батырлық, ақындықпен қоса анау енді ою ойғанды айтсаңызшы, тек біреуін ғана көрсетеді адамдар. Бір қыры жасырын өзінің ішінде жүреді көбісіндеші. Тура сол сияқты мен бұл қазақтың жалпы этнографиясына жаныммен қызықтым ғой енді. Кесте өнері, киім өнері, содан кейін анау домбыра да шерттім. Шаңқобызды да үйрендім. Оны да бір арнай үйреткен біреу болған жоқ. Жаңағы қоймай домбыраны даңғырлатып ұрғылап жүріп, ана жаңағы жаныңыз қалайды ғой сонда. Жан қалап тұр ғой, көрдің бе? Жан азығы болып тұр. Анау шаңқобызды да солай үйренгем. Солай үйреніп, содан кейін біз енді анау шетелдегі үлкен көрмелерге, нелерге барамыз ғой. Ол жерлерде де ана баяғы жәрмеңкелер секілді шоу программалар болу керек та. Бір сол кезде біліп тұрсаң, неге орындамасқа? Иә, сахнаға мен ана видеоңызды орындап тұрған көрген кезде өте рухтандым, былайша айтқан кезде. Не деген керемет, ол насихат, қазақты таныту. Мына әсіресе мен көп осы салада көп риза болатын бір тұлғам, өзім өте ерекше қатты Димаш Құдайбергенұлы. Қандай керемет тұлға, шетелге шықса, ана қазақтың рухын басқа шетелдіктерге сіңіріп, тілімен өлең айтқызып, әнұранды айтқызып жүрген кезде, енді қалайша бас имейсің. Біздің де бұл бағдарламамыздың жалпы біздің қойған, менің қарамағымдағы жігіттердің қойған мақсаты осы ғой. Соған біз енді теңіздей болсын бір тамшы тама берсе әйтеуір бір ертеңгі болашақ балаларымызға бір ұялмайтындай, қарайтындай бір деңгейге жетсек деген мақсат қой. Тәке, енді көп рахмет. Тағы да қоятын сұрақтарым бар еді, бірақ өкінішке орай уақыт. Өздеріңе де рахмет, арнайы шақырып осы бағдарламаға түсіріп жатқандарың. Әрине, енді бұл 2 сағат деген ол біздің этнографиямыз үшін іштем емес. Біз әшейін үстін сипап өттік. Артық кемі болса, мынау халқым сөге жамандамаңыздар. Біз білгенімізді айттық. Бұл деген жаңағы бір адамның миына сиятын, бір адамның санасына сиятын нәрсе емес. Бұл деген этнография деген үлкен ғылым, үлкен бір жатқан океан. Біз қазір тек үстін жалпылама сипаттап кеттік. Әлі біз білмейтін қаншама нәрсе бар. Жаңағы білетінің 1-9, білмейтінің 99 дейді ғой. Сол үшін біз білгенімізді айттық. Енді қалған жаңағы халқымыз, дана халқымыз өздері бағасын бере жатар. Кәсіптеріңе нәсіп тілеймін, сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Осылай халқымыздың ел игілігіне жаратып, халыққа насихаттап жүре беріңдер. Рахмет тәке, көп. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі міне бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Көріп, соңына дейін тамашалаған көрермендер болса көп рахмет. Және әрдайым айтатын сөзіміз бар, бұл подкастты әрбір қазақ көру керек. Және пікірге келесі жолы кімдерді шақырайық, қандай тақырыпта болсын, жалпы қазір біздің жанымызға, қазақтың рухына не нәрсе қажет, соны сіздер бізбен бөліссеңіздер, біз соны сіздердің талаптарыңызды орындауға барынша тырысамыз. Белсенділік танытып көрсеңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Жалпы қазақтың рухын, тарихын, мәдениетін жаңғыртуға сізде өз үлесіңізді қосыңыз. Қош, сау болыңыздар.